оны қуып жіберді. Өйткені оның қолдау көрсету сиқыры басқалармен салыстырғанда жеткіліксіз. Дегенмен, Орхан басынан бері ешқашан сиқыршы болған емес, және ол өзінің шынайы шеберлігі мен семсерлесуге деген құштарлығына қайта оралып, әлемдегі ең жақсы, ең ұлы авантюрист болуды шешті. Орхун зынданды мақсатсыз жалғыз кезіп жүр. Ол жын егеу құйрығына тап болған кезде өзінің тіршілігінен шаршаған көрінеді. Ол ғасырлар бойы қолданбаған қылышын суырып алады. Ол құбыжыққа бетін бұрып, қылышын ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін, аздап тот басқанын түсініп, оны дәл бір соққымен кесіп тастайды. Бұл зындандағы басқа егеу құйрықтардың назарын аударады. Олар бірден Орханға қарай ұмтылып, оған шабуыл жасамақшы болады. Бұл жаратылыстар өте жылдам болса да, батырлар отрядын жасаушымен салыстыруға келмейді. Ол жолында қалған егеу құйрықтарды өлтіреді. Ол зынданның еденіне шашылған барлық ядроларға қарап, оның бастапқыда ойлағандай пішіні жоқ болуы мүмкін деп ойлайды. Және оның жалғыз семсерлесуші болуға әлі де үміті бар шығар. Алайда, ол бұрылып үлгермей жатып, оны жын егеу құйрықтарынан әлдеқайда күшті гоблиндер тобы қоршап алды, және Орхан мұны біледі. Ол тәуекелге бармауды шешеді, және өз күшін қысқа уақытқа арттырып, оны танкке айналдырады. Ал оның қылышы қауіптірек. Осыдан кейін гоблиндер Орханға шабуыл жасайды. Бірақ олар апатқа ұшырағаннан кейін оның жылдамдығы мен шеберлігіне сәйкес келе алмады. S рейтингі бар кеш. Ол олардың барлығын бір-бірлеп өлтірді. Ол ешқашан өзінің қолдау көрсету сиқырын өз бетімен сынап көрмегенін ойлап, оның қаншалықты ауыр екенін түсінді. Ол бірінші толқынның бәрін өлтіргеннен кейін қырағылығын жоғалтуға жақын болды. Бірақ ол тыныс ала алмай тұрып, гоблиндердің екінші толқыны оның маңдайына шабуыл жасады. Оның қолдаушы сүйкімділігі жақын арада әлсірейтінін біле тұра, ол басын алға қарай секіріп, оның жолына түскен барлық гоблиндерді кесіп тастайды. Тіпті соңында біреуін қуып, оны тозаққа жібереді. Осыдан кейін оның қорғаныш сүйкімділігі әлсірейді, және ол өзінің сиқырының тек 3 минуттық жекпе-жекке жарамды екенін түсінеді. Яғни оны қашан және қалай қолданатынына мұқият болу керек. Дәл осы сәтте, осы шексіз гоблиндердің үшінші толқыны зынданға кіріп, оны өлтірмек болып, бар жылдамдықпен Орханға қарай асығады. Бірақ Орхан оларды тағы бір рет жеңе алады, және оларды бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Көп ұзамай ол өзінің сиқырларының әрекеті аяқталып келе жатқанын түсінеді. Сондықтан ол шабуылды жалғастыру үшін заклинанияны ең соңына қарай тағы бір рет қолданып, орданың соңғы гоблиндерімен күреседі. Өмірдің соңғы гоблиннің көзінен алыстап бара жатқанын көргенде, сол кештің естеліктері оны әлі күнге дейін мазалайды. Ол Оливердің Энн мен Дерекпен бірге кабинетіне кіріп, оны батырлар кешінен қуып жіберетіндерін ашық айтқанын тағы да есіне алады. Орхан не болып жатқанын түсінуге тырысып, шошып кетті. Ол Оливерге бұрылып, оның не туралы айтып жатқанын сұрады. Олар ең жақсы достар болуы керек еді, бірақ Оливер салқынқанды және есептеуші болып қала берді. Егер сіз оған бір ауылдың досы екеніңізді айтсаңыз, бұл оның команданың ең пайдасыз мүшесі екенін жасыру дегенді білдірмейді. Энн мен Дерек екеуі де оны жақтап, оның бар болғаны олардың ұлылыққа жетуіне кедергі келтіретінін алға тартады. Орханның өмірі оның алдынан өтіп жатыр. Өйткені ол осы сюрреалистік жағдайды түсінуге тырысады. Оның ең жақын досы оны өзі құрған кештен шығаруға қалай шешім қабылдады. Зындандарды қаншалықты жылдам басып өткендіктен, батырлар кеші деген атқа ие болған кеш көп ұзамай бүкіл елдегі ең жақсы кештердің біріне айналды. Оливер зындандарды тазарту жөніндегі соңғы бірлескен миссиясы кезінде ол басқа партияларды бақылап отырғанын, және олардың тобындағы сиқыршының қаншалықты күшті екенін, топтың басқа мүшелеріне көмектесуге қабілетті екенін, және салыстырмалы түрде Орханның мүлдем пайдасыз екенін түсіндіреді. Орхан мүлде сиқыршы емеспін деп қатты жауап бергенде, өз құлағына сене алмады, және оның бұл рөлді алуының бірден бір себебі топта ешкімнің сиқырлы қабілеті жоқ. Сондықтан ол семсерлесуші ретіндегі орнын құрбан етіп, сиқыршы ретінде жаттыға бастады. Тіпті Трек сиқыршы ретінде жетіспейтін талантын толықтыру үшін өзінің сиқырлы стилін жасады. Энн оның бетіне күліп, оны сылтау іздеп жүрген аянышты жеңілген деп атады. Өйткені Оливер басынан бастап, оған қарағанда әлдеқайда жақсы семсерлесуші болды. Осы сөздермен Орхун Оливерге бұрылады. Өйткені ол оның соңғы үміті болды. Бірақ Оливер оған тіпті қатарға көтерілуге және ұлылыққа жетуге көмектесетін жаңа сиқыршы тапқанын салқын түрде хабарлайды. Орхун ақырында жаңа шындықты және оның бұл партияда енді орын жоқ екенін қабылдайды. Соңғы рет қоштасқаннан кейін, ол Энн күлген кезде кетуге бұрылады. Ол ешқашан S дәрежелі кеште болмауы керек деп мәлімдейді. Өйткені оның қылыш шеберлігі мен сиқыры жоғары деңгейде. Бұл атақ оның барлық кәсіптің аянышты шебері екенін білдіреді. Бірақ сен ештеңе істей алмайсың. Ол ақырында шындыққа қайта оралып, өзі әзірлеген және семсерлесуші мен сиқыршының дәстүрлі рөлдерін біріктіретін жаңа жекпе-жек стилі туралы ойлана отырып, алға ұмтылады. Ол барлық кәсіптің шебері болуды жалғастырамын деп шешті. Бірақ сонымен бірге ол олардың барлығын меңгеріп, Оливер мен басқалардың қандай үлкен қателік жібергенін көрсетеді. Ол кетейін деп жатқанда, 4 авантюристен тұратын топ тынысы тарылып, телепортация бөлмесіне кіріп кетті. Олардың жетекшісі олардың жағдайы жақсы ма деп сұрайды.
Өйткені олар бірден көп орктарды көреді деп күтпеген. Топ мүшелерінің бірі қызды үйде қалдырғанын айтады. Көшбасшы оның дұрыс әрекет жасағанын айтады. Өйткені олар қызға көмектесуге тырысса, бәрі өліп қалар еді. Қалай болғанда да, қыз олардың тобына бүгін ғана қосылды. Сондықтан ол өзінің үлкен досына артықшылық бергені анық. Оны тастап кеткен өз тобының жарасы оның есінде тым жаңа болды. Сондықтан Орхан ер адамдарға бұрылып, олар сияқты адамдарды жек көретінін айтты. Жігіттердің бірі оған көмектесу үшін ештеңе істей алмағанын айтады. Ал біреуі Орханға шабуыл жасамақшы болады. Бірақ оны ұрып соғып, еденге лақтырып жібереді. Ал Орхан оларға ұсқынсыз беттерін жауып, қашып кетуді бұйырады. Осы сөздермен ол көшбасшыға бұрылып, ашуланып, қызды қай жерде өлуге қалдырғанын сұрайды да, оны құтқару үшін сол бағытқа асығады. Ол оны үңгірдің соңында тапты. Ол жерде ол орк әскеріне ұқсайтын нәрсемен толығымен бұрышта болды. Ол көзіне жас алып, қабырғаға қысыла берді және орктар басып келе жатқанда қорғаныс қалқанын пайдаланды. Оның қалқаны ұзаққа созыла алмады. Дегенмен ор көп ұзамай қалқанды жарып өтіп, оның өмірін қиюға жақын қалды. Орхан секіріп түсіп, жел сиқырымен оларды артқа лақтырып жібергенде қыз шошып кетті. Бірақ Орхун бір секундты босқа өткізбей, қылышын суырып алып, орктарға қарай ұмтылды. Бірінші орк шаршап, оны жерге құлатты. Бірақ Орхун шабуылды оңай тойтарып алды және өзінің тірек сиқырын күшейту ретінде пайдаланып, орктарды олар сияқты жарып жіберді. Сары майдан жасалған. Қыз сол жерде абдырап қалды. Орхун семсерлесуші ме, әлде сиқыршы ма деп ойлады. Өйткені ол өзінің күшейту сиқырын шабуылды күшейту үшін қолданды. Орктарға шабуыл жасамас бұрын жүзінің өткірлігін, олардың қарулары мен денелерін бірдей кесіп тастады. Ол жігіттердің дұрыс айтқанын түсінеді. Өйткені олар бір уақытта осыншама орктарды ешқашан жеңе алмас еді. Бірақ ол өз тобының бір мүшесін тастап кеткеннен гөрі өлгенді жөн көреді. Осы оймен ол бір уақытта ондаған құбыжықтарды жойды. Қыз бұл адамның кім екенін білмей, не болып жатқанын қорқынышпен бақылап отырғанда, Орхун өзінің өлімге әкелетін шабуылын жалғастырды және шабуылдардың екінші кезегімен үңгірдегі әрбір оркты кесіп тастады. Тек олардың мәйіттері мен жылтыр өзектерін қалдырды. Артында осы сөздермен ол үңгірдің соңындағы қызыл шашты қызға бұрылады. Бірақ оның еденде жатқанын көреді. Өйткені адреналин таусылып жатыр. Күн бата бастағанда олар зынданнан шығып кетті. Ал қызыл шашты қыз сұрамас бұрын өзін София деп таныстырды. Оның өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс ретінде оны кешкі асқа шақырыңыз. Орхун ақыры келісіп, оның соңынан күміс қояндар гильдиясына тиесілі тавернаға барады. Ол оның гильдияның өзінен екенін түсінеді. Өйткені оның шапанында да елтаңбасы бар еді және оның біреуді еске түсіргенін, бірақ кімнің кім екенін есіне түсіре алмайтынын түсінеді. София оны Орхан бұрыннан білетін үлкен әпкесі Сельмамен таныстырған кезде бұл шатасушылық көп ұзамай жоғалып кетті. Өйткені ол басқа партияның S дәрежелі сиқыршысы болған. Сельма елдегі ең күшті сиқыршы болды және ол рөлдерді бөлетін жүйені ойлап тапқан адам болды. Шабуыл жасайтын қылышшы, зиянды сіңіретін танк және қолдау көрсететін сиқыршы. Шей Орханға жиіркенішпен қарап, оған ФБР-ге хабарласатынын айтады. Өйткені оның әпкесі небәрі 14 жаста. Орхан оған бірден оның есімі Эпштейннің файлында жоқ екенін айтады. Сондықтан ол тынышталуы мүмкін. Ал София әпкесіне Орханның оның өмірін сақтап қалғанын айтады. Осыдан кейін Сельма біраз тынышталып, әпкесіне алдын ала ескертпестен зынданға жалғыз барғаны үшін ұрсады. Олар көп ұзамай сөйлесе бастайды. Ал Орхан Сельмаға оны кейіпкердің кешінен қуып жібергенін айтады. Сондықтан ол қазір азды көпті қаңғыбас. Ол бірден Сельманың көздерінің жарқырап тұрғанын байқап, оны өз партиясына қабылдағысы келеме деп ойлайды. Бірақ бұл орын алмас бұрын ол Сельмаға жақын арада ешбір партияға қосылуды әлі жоспарламайтынын айтады. Сельма оған алданбауға кеңес береді және жұмысқа орналасуға дайын ба деп сұрайды. Бұл Орхан үшін күтпеген жағдай болды. Ол қызығып, жұмыс туралы сұрады. Сельма ертең оның гильдиясының үлкен тобының зындандарға баратынын айтады. Кеште көптеген жаңа авантюристер болады және аранг мүшелері оларды күзетіп, әр 10 деңгейде пайда болатын қабат басшыларының жеңіліске ұшырағанына және құрбан болмағанына көз жеткізуі керек. Ол демеуші экспедицияға рұқсат берді деп мәлімдейді және Орхун оларды қосымша авантюрист ретінде ертіп жүруге келсе қуанар еді. Ол сондай ақ Орханға оның шеберлігі мен күшін шынымен құрметтейтінін айтады. Әйтпесе ол одан мұны сұрамас еді. Бұл оны қатты ренжітеді. Өйткені оның партиядан шығарылуының себебі ең алдымен оның партиясының мүшелері Сельманың өзінің сиқырын көрсеткен кезде оған қатты әсер еткені болды. Сондықтан олар да өз тобына ең жақсы сиқыршы керек деп шешті. Орхан келісуге бел буады, бірақ ол зынданға тек қылышшы ретінде түсу шартымен. Өйткені ол енді сиқыршы емес. Сельма бұл туралы біраз уайымдайды, бірақ оны жұмысқа алу маңыздырақ деп шешеді. Өйткені ол сиқыршы ретіндегі басты рөліне қайта оралуы мүмкін. Жағдай дұрыс болмаған кезде сиқыршы. Кешкі астан кейін Орхан кейбір заттарды сатып алу үшін дүкендердің біріне тоқтауды ұйғарды. Ал қарт оны бірден ескі досындай қарсы алды. Қария Орханның қару-жарақ пен қару-жарақ жөніндегі маманы болған. Ол Орхан әлі ешкім болмаған кезден бастап жүрегі ауырып, Орхан бұдан былай ол үшін жарнама жасай алмайтынын айтады. Өйткені ол енді Батыр партиясының мүшесі емес. Ол қазір оның қандай қару қолданатыны немесе сауыт, сайман алу үшін
қайда баратыны ешкімге маңызды емес екенін алға тартып, қарттың көңілін қалдырғаны үшін кешірім сұрайды. Қарт жай ғана жымиып, осы уақытқа дейін жасаған барлық істері үшін алғыс айтып, адамдар оны әлі де тыңдайтынын алға тартты. Өйткені ол шынымен де жақсы адам. Ол күшті және шыңға қайта көтерілудің жолын табады. Бұл күтпеген жерден біреудің оған әлі де сенетінін түсінгенде, оның көзіне жас алады және ол бар күшін салып, өзін нөлден бастап қайта құруды шешеді. Келесі күні таңертең Орхан Софиямен бірге Винс деп аталатын күміс қояндар руының басшысымен кездесуге барады. Ол Орханды олардың руының ғимаратында қарсы алып, өзін таныстырады. Орхан күміс қояндар сияқты құдіретті рудың басшысымен кездесу құрметіне ие болды деп жауап береді. Винс бұған күлімсіреп, екеуі тең болғандықтан онша қобалжудың қажеті жоқ екенін алға тартты. Винс Орханның жетістіктерін жақсы білетінін және оның батырдың кешінің сәтті өтуінің басты себептерінің бірі болғанын білетінін айтады. Оның ойынша, олар сыпайылықты бір жаққа қойып, оның орнына басқа адамның шын мәнінде не ойлайтынын анықтауға тырысуы керек. Олар осы оқу экспедициясы болып табылатын тапсырмаға назар аударуы керек. Винс түсініктеме алу үшін Сельмаға жүгінеді және ол олардың зынданның бірінші қабатынан 51-ші қабатқа небәрі 3 аянышты күнде түсуі керек екенін айтудан бастайды. Оның айтуынша, олар саяхатын бірінші күні 21 деңгейде тоқтатып, екінші күні 36 қабатқа дейін жалғастырады. Ал үшінші күні олар 51-ші қабатты бағындыруға ниетті. Осының бәрін түсіндіре отырып, ол кеше Винс пен Орханның батырлар кешінен қуылғаны туралы алғаш рет айтқан әңгімесін есіне алды. Винс бірден бір топ батырлардың өміріндегі ең үлкен қателік жібергенін айтты. Өйткені бәрін жетілдіретін Орхансыз, олар бұрынғыдай күшті болуға жақын емес. Сельма оның қолдау көрсету сиқыры, оларды оның көмегінсіз мүмкін болмайтын өте жоғары деңгейге көтергенін айтып, бағалауға келісті. Ол өзінің таза күйінде Орханның қолдау сиқыры кейбір С дәрежелі қолдау сиқыршылары сияқты күшті емес екенін біледі. Бірақ ол мұны өзінің заклинание жылдамдығымен өтейді. Бұл тіпті өз жылдамдығынан кемінде 4 есе жоғары. Ол сол жекті есіне алып, оның өзінің бірнеше ерекше заклинанияларында қолданғанын, сонымен қатар оның жағдайды түсіну және оған нақты шешімдермен жауап беру қабілеті іс жүзінде теңдесі жоқ екенін айтты. Онсыз батырлар партиясы өзінің көшбасшылық позициясын сақтай алмайды. Яғни күміс қояндар артықшылықты пайдаланып, елдегі ең күшті партия бола алады. Мұның бәрі Винсті біраз шатастырды. Өйткені ол керемет дарынды сиқыршының неліктен зынданға бірлескен ретке келісетінін түсіне алмады. Онда ол көп ұта алмайды. Сельма көп жағдайда қолдау көрсететін сиқыршылар лайықты атақ, даңққа ие бола алмайтынын және ол атақты екенін айтады. Бірақ бұл оның қимылдары олардың назарын аудару үшін жеткілікті тартымды болғандықтан ғана деп жауап береді. Ал шын мәнінде күшті сиқыршылар өздерінің атақ даңқынсыз қараңғыда қалады. Орхун сөз сөйлеп, зындандарға онда жаңадан келген жасақ пен 5 эскорттың, соның ішінде Сельма мен оның өзі баратынын растауды сұрағанда, ол шындыққа қайта оралады. Жаңадан келгендер барлық құбыжықтармен кезек-кезек айналысады. Бірақ әдеттен тыс бірдеңе болса, оны тексеру үшін эскорттар көмекке келеді. Жаңадан келгендер аман есен қалады. Алайда, ол бір нәрседен ұялып, неге тек 5 эскорттың бар екенін сұрайды. Егер олардың идеясы жаңадан келгендерді қауіпсіз сезіну болса, неге 5 бөлек сіз дәрежелі топтардың орнына бірнеше А дәрежелі топтарды жалдамасқа? Сельма бұлай етпеуінің жалғыз себебі жаңадан келгендердің де тәжірибе жинақтауы деп жауап береді. Зынданнан өтудің күйзелісін сезініңіз және өз қабілеттеріңізді асыра бағаламаңыз. Орхун оның түсіндірмелеріне мүлде сенбейді. Бірақ олар өздерінің шынайы уәждерін ешбір руға қатысы жоқ бөгде адамға ашпайтынын біледі. Осыған қарамастан, Орхун тапсырманы қабылдауға бел буады. Өйткені оның басқа шаруасы жоқ. Винс бұған риза болып көрінеді және тапсырманы орындағаннан кейін оған 2 алтын аванс және тағы 10 алтын төленетінін айтады. Бұл оны аздап таң қалдырады және бұл тым көп пе деп сұрайды. Өйткені бұл жылдық сома. Бірақ Сельма олар оны қатты бағалайтынын, сондықтан оның жеткілікті өтемақы алатынына көз жеткізгісі келетінін айтады. Орхан оларға алғысын білдіреді және жақсылыққа үміттеніп, келесі күні таңертең кездесуге уәде береді. Келесі күні таңертең жақын арада келеді және Орхан зындандардың кіреберісіне келеді. Онда ол саяхатын күтіп тұрған жаңа авантюристер тобын табады. Көп ұзамай ол София мен Сельманың шытырман оқиғаға дайын екенін көреді және Сельманы киімі үшін мақтайды. Бұл Софияны ашуландырады және ол бұл туралы оған тағы да еске салады. Ол оның кәмелетке толмағанын біледі. Орхун оған біраз тынышталуға кеңес береді. Өйткені ол да Майкл Джексонның жанкүйері емес. София оның қазір қайда тұратынын сұрайды. Өйткені ол бұрын олардың партиясына тиесілі сарайда тұрған. Орхун қазіргі уақытта қонақ үйде тұратынын, бірақ жақын арада түнеуге де қолайлы жер табатынын айтады. Осыдан кейін Орхан жан жағына қарап, бәрі келген сияқты және экспедициясын бастау керек шығар деп мәлімдейді. Сельма мұнымен келіседі және Софияға Орханды басқа 3 әскерге шақырылушыға апармас бұрын оның тобына қосылуын айтады.
олар сапардың бір қалыпты өтуіне көз жеткізу керек. Сельма Орхунды басқалармен таныстырады. Оның керемет күшті екенін және оған сенетінін айтады. Қалған 3 қызметші оны бірден қарсы алады. Қойылым кезінде Ант есімді көк шашты жігіт өзін танк деп санайды. Ал Берн есімді аққұба жігіт өзін танк және басқа танк деп санайды. Шашы қысқа соңғы қыз Кети есімді емші болып шығады. Орхан өзінің алдыңғы шептегі шабуылшы, ал Сельманың сиқыршы екенін бірден түсінеді. Бұл эскорт тобын өте жан жақты етеді. Бірақ ол олардың қосылу туралы ұсынысынан бас тартса, олардың жоспары қандай болды деп ойлайды. Ол бұл жерде міндетті түрде күдікті бірдеңе болып жатыр деп ойлайды. Бірақ әзірге асықпай, оқиғаның қалай өрбігенін көруді ұйғарады. Көп ұзамай Сельма барлық жартасты тауларды бір жерге жинап, Орханмен таныстырады. Олардың бұл сапарға керемет күшті көмекшісі бар екенін алға тартып, сондықтан олар ештеңеден қорықпау керек. Ол Орханның 94-ші қабатта болғанын, тіпті оған әлі де бар екенін және оның батырлар партиясының бір бөлігі болғанын, бұл оны елдегі ең күшті адамдардың біріне айналдырғанын айтады. Бұл шынымен де жаңадан келгендерді жігерлендіреді. Олар бұл саяхатта өздерін әлдеқайда сенімді сезінеді. Бірақ бұл қысым Орханның өзін аздап қорқыта бастағанын сездіре бастады. Өйткені ол қазір көптеген адамдар оған сенетінін біледі. Осымен біткеннен кейін ол қалған қызметшілерге өз партияларын бақылауға алуды бұйырады. Ал Орханға 10-шы партияны басқаратынын айтады. Бұл олардың ішіндегі ең перспективалысы және ол мұны дұрыс деп санайды. Басшылық олардың тіпті орта деңгейдегі зындандарды да оңай жеңе алатынын айтады. Бұл Орхунды тағы да біраз шатастырады. Өйткені ол неге жұлдызды партияны аутсайдер деп есептелетін оған берді деп таңғалды. Қандай жағдай болмасын, ол 10-шы топқа жақындап, Софияның бір топта екенін түсінеді. Ол олардың тобының біреуі кешігіп келеме деп сұрайды. Өйткені ол тек 3 адамды көреді. Бірақ Логан есімді аққұба бала олардың 3-еуі ғана осы топқа жататынын айтады. Бұл әдеттен тыс нәрсе, өйткені 3-еудің кештері өте сирек кездеседі. Бірақ аққұба кеште олардың 3-еуі ғана бар деп жауап береді. Өйткені оларды бәрібір ешкім қуып жете алмайды. Ол өзін Сельманың өзінен де жақсырақ болатын сиқыршы деп мәлімдеп, өзін партияның көшбасшысы деп атайды. Орхан бұл баланың мінез құлқында ақау бар екенін бірден түсініп, ақыры оны тістеп алар ма екен деп ойлайды. Бірақ әзірге ол екінші қызға көшіп жатыр. Қыз өзін танк болып табылатын Керал деп таныстырды. Бірақ Орхан оның үстінде сауыт сайман жоқ сияқты екенін байқады. Ол зынданға түскенде оны киеме деп сұрайды. Бірақ ол ешқандай қалқан немесе сауыт қолданбаймын деп жауап береді. Орхан бұл оның блоктаудан гөрі жалтаруға көбірек көңіл бөлетінін білдіреме деп сұрайды. Ал Керал оның дұрыс екенін айтады. Өйткені ол ешбір құбыжықтың оған тиіскенін қаламайды. Додж класындағы танктер өте сирек кездеседі. Өйткені олар әдетте құбыжықтардан жалтару және оларға қарсы шабуыл жасау үшін өздерінің керемет жылдамдығы мен дағдыларын пайдаланады. Бірақ бұл қыздың бойында жоқ нақты ұрыс тәжірибесін қажет етеді. Ол бұған дейін оның руы бұл туралы ескерткенбе деп сұрайды. Бірақ аққұбаның айтуынша, клан Кералға тәжірибесі болғанша, өзін кәдімгі танк сияқты ұстауды бірнеше рет айтқан. Бірақ ол оларды елемеген. Орхан көп ұзамай бұл жұлдызды кеш болуы мүмкін екенін түсінді. Бірақ сонымен бірге бұл проблемалы кеш сияқты көрінді. Онымен айналысқысы келмеді. Көп ұзамай экспедиция ақыры басталып, барлығы зынданға аттанады. Керал 1 секундқа да сөйлесуді тоқтатпайды және Орханның неліктен кештен кеткені және оның үнін қалай өшіретінін білмейтіні туралы сұрақтарын қоя береді. Әзірге олардың саяхаты Орханның сиқырлы тұзақтарды олардың артына қоюының арқасында бір қалыпты жүріп жатыр. Ол автоматты түрде кішігірім құбыжықтарды жояды. Өйткені ол мұны қаламайды. Пайдасыз шайқастарға уақыт жұмсайды. Олар ақыры 20 қабатқа көтерілді. Енді Орхан өзінің кеші туралы жақсы түсінікке ие болды. Ол Блондидің жай ғана әңгіме емес екенін түсінеді және шын мәнінде оның сиқыршы ретінде айтарлықтай дағдылары бар және егер ол осылай жалғаса берсе, қызғылт сары партия деңгейінде оңай жұмыс істей алады. Бірақ ол нұсқау беруді білмейді және бұл сиқыршы үшін өте маңызды. Керал өте жылдам. Бұл оған Додж типіндегі қорғаушы ретінде пайдалы болар еді. Бірақ оның екі мәселесі бар. Ол еш ойланбастан тікелей құбыжықтарға жүгіреді. Ал оның басты міндеті олардың отрядының қорғалуын қамтамасыз ету болуы керек. Ал екінші мәселе, ол өзінің негізгі қаруы ретінде шын мәнінде оның стиліне сәйкес келетін екі кішкентай қанжарды пайдаланады. Бірақ қазір бұл өте маңызды болған кезде жеткілікті жойқын күшке ие болуы мүмкін. София таланты жағынан ең әлсізі. Бірақ ол әлі де жаңа ойыншы деңгейінен жоғары және ешқандай маңызды кемшіліктері жоқ. Бұл оны топтағы ең жан жақты дамыған тұлғаға айналдырады. Үңгірдің соңында қызметшілер 20 деңгейдегі бастықты жеңе алады. Яғни олар 21 қабатқа көтеріле алады. Бұл олардың бірінші күнгі мақсаты болды. Жеке куәліктерін оқуды аяқтағанын растайтын құжат ретінде тіркегеннен кейін, олар түнде біраз демалуға кетеді. Ал келесі күні таңертең жолға шығады. Алайда, Орхан келесі күні оянғанда, оның бірінші бетінде оның суреті бар газетті тауып алады. Оны бәрі көре алады.
Батырлар партиясының Орханды қуып жібергенін және жаңа сиқыршы жалдағанын ресми түрде жариялағанын қараңыз. Өз орныңда бол. Бұл оған ол ойлағаннан да қатты әсер етеді. Бірақ ол бұл туралы ештеңе істей алмайды. Сондықтан ол зындандағы барлық адамдармен кездесу үшін далаға шығып, бүгінгі тақырыпты оқығаннан кейін жаңадан келгендер басқаша әрекет ете ме деп ойлайды. Алайда оны жолда көк шашты қыз тоқтатып қалады. Ол ай болып шығады. Батырлар отрядының емшісі. Ол өзінің соңғы күндерінде де басқалардың бәрі оған салқын қараған кезде Луна оған үнемі күлімсіреп, көмектесуге дайын болғанын есіне алады. Оны қуып жіберген күні ол тапсырманы орындады. Әйтпесе, қалғандары үшін оны кештен шығару оңай болмас еді. Луна дереу Орханның қолынан ұстап, партияға оның қаншалықты қажет екенін түсіндірудің жолын табатынын айтып, қайтып келуін өтінеді. Ол олардың ұлы зынданды бірге тазарту туралы уәдесін еске түсіреді. Бірақ бұл уәдені Оливерді қоса алғанда үшеуі бірге бергенін және оны қуып жібергенін айтқан кезде ғана оны ашуландырады. Бұл кеш жүрегі жараланған ол бұрылып, Лунаға бұл кешке енді ешқашан оралмайтынын айтып, зынданның кіреберісіне қарай жүреді. Жолда Орхан өзін батырдың кешінен қалай қуып жібергені туралы ойланады және бұл туралы бүгін газетте анық айтылған. Яғни жұмысқа қабылданғандардың бәрі абдырап қалған болуы мүмкін. Енді ол туралы не ойлайсың? Әсіресе Сельма оны батырлар кешінде болғаны үшін қатты ренжіткенін ескерсек, бірақ қазір оған шындық түсіп кетті. Көп ұзамай ол зынданның кіреберісіне келеді. Онда ол ішке кіруді күтіп тұрған барлық жаңадан келгендерді табады. Бірақ барлық энергия толығымен өзгерді. Бұл мұндағы әрбір адам оны бұрыннан көргенін білдіреді. Міне, бүгінгі газет. Жаңадан келгендер Орхунның енді батырлар партиясының мүшесі емес екенін бір-бірімен талқылап жатыр. Ал Логан Орхун батырлар партиясынан шығып, кешті өз еркімен өткізсе, бәрі басқаша болар еді деп ойлайды. Бірақ газетте Орхунның тым әлсіз болғаны үшін батырлар партиясынан қуылғаны анық айтылғаны бәрін түбегейлі өзгертеді. Орхан жаңадан келгендерді қарсы алуға тырысады. Бірақ ол кешегідей мұнда қарсы алынбайтынын түсініп, олардан әртүрлі жауап алады және мұның бәрі кейбір ақымақ газет тақырыптарына байланысты. Дәл осы сәтте Сельма тәтесі Берн және Кетимен бірге пайда болып, түсініспеушілік тудырғаны үшін Орханнан бірден кешірім сұрайды. Ол бұрын жаңадан келгендерді тыныштандыру үшін батырлар тобында болғанын талап еткен адам. Орхан оған бірден бұл оның кінәсі емес екенін және ол қолдау көрсетіп жатқанда басын мүмкіндігінше жоғары ұстап, топты зындандарға апару керек екенін айтады. Энд, Берн және Кети бір ауыздан Орхан мен батырлар партиясы арасындағы мәселенің қандай екені маңызды емес екенін айтады. Орхан бұл дүниеде 94 қабатқа көтеріліп, осы оқиғаны айту үшін аман қалған өте аз адамдардың бірі екені шындық. Бұл Орханға үнемі назар аударудан біраз жеңілдік береді және ол өзінің кешіне барады. Онда София мен Керол оған шын жүректен қайырлы таң тілейді. Бірақ Логан сәл тартыншақ болып көрінеді және Орханға қалай қарау керектігін білмейді. Орхан мұзды өзі ерітуді ұйғарып, достарынан бүгінгі газетті көрдіңіз бе деп сұрайды. Оған София мен Керол газетті шынымен көрдік деп жауап береді. Бірақ оны оқудың қажеті жоқ, өйткені ол өтірікке толы. Алайда Логан Fox News'ке жазылмайды. Сондықтан ол шындықты естуге дағдыланған және Орханнан газет шындықты жазды ма деп сұрайды. Орхан газеттің техникалық тұрғыдан дұрыс екенін айтады. Өйткені ол заң бойынша тым әлсіз болғандықтан партиядан шығарылды. Партияның басқа мүшелері ол бұл туралы басынан бастап айтпағаны үшін олардан кешірім сұрап, шын мәнінде ол өзін бәрі ойлағандай батыр емес екенін алға тартты. София бұдан былай шыдай алмайды және ол шындықты айтпайды деп жауап береді. Оның өте күшті екенін алға тартып, оның орктардың үлкен ордасымен жалғыз күресіп, оларды бір сәтке де терлемей жеңгенін көргендіктен, Орхун оған сенгені үшін алғыс айтады және қалған достарына оның не істегені туралы айтып береді. Ол тіпті өзі емес қатысушы. Ол енді батырдың кешіне қатысушы емес. Ол әлі де оларға 51 қабатқа оңай көтерілуге көмектесетіндей күшті және олардан оған сенуін сұрайды. Қыздар бұған риза сияқты, бірақ Логан өзін сатқындыққа ұшырағандай сезінгендіктен көңілі қалған сияқты. Олар көп ұзамай зынданға түседі және сол күні әскерге шақырылушылар 21 қабаттан 35 қабатқа көтерілуі керек. Бірақ қазірдің өзінде ол оларға ешқандай бұйрық бермеуі немесе басшылық етпеуі керек. Тек шетте қалып, бақылап отыруы керек. Егер жағдай бақылаудан шыға бастаса ғана араласыңыз. Олардың саяхаты бір қалыпты жалғасады. Өйткені Керол 24 қабаттағы барлық құбыжықтарды егіз қанжарлармен және оның жақын және жеке ұрыс стилімен, ал Софиямен күреседі. Сіз 30 деңгейдегі үлкен құбыжықтарды жеңе аласыз. Тіпті Орханды таң қалдырасыз. Ол Софияны аздап бағаламады ма деп ойлайды. Көп ұзамай олар 31 қабатқа, яғни орта қабатқа көтеріледі. Бұл жаңадан бастағандар қазір белгісіз аумақта екенін және олардың жанында орналасқан гиттерінің кеңесі мен көмегіне мұқтаж екенін білдіреді. Бұл жолы Орхан бастаманы өз қолына алып, өз тобының алдына шығып, бұл қабатта ерекше ештеңе жасырмайтынына көз жеткізді. Ол кенеттен алдында гоблиндер тобының барын сезгенде, ол өз тобына ұрысқа дайындалуды бұйырады. Ол сондай ақ адасқан орктың да сол аймаққа адасып кеткенін түсінеді.
Бұл жекпе-жекті біршама қиындатуы мүмкін, бірақ оның жаңадан келген тобы бұл жекпе-жекте өте жақсы болғандықтан, ол бұл шайқаста жеңіліп қаламын деп алаңдамайды. Ол бірден Кералға гоблиндерге шабуыл жасауды, ал Софияға орк пен оның ұзақ қашықтыққа ұшатын сиқырлармен күресуді бұйырады. Екеуі де оның нұсқауларын орындайды. Өйткені София бірден шабуыл режиміне өтіп, гоблиндермен күресе бастайды, ал София гоблинмен күресуге дайындалып жатыр. Содан кейін Орхун Логанға бұрылып, оған өзінің қолдау көрсету сиқырын қолдануын айтады. Бірақ ол тіпті оның ұсынысын басқарып жатқанын көрмей тұрып, Логан қазірдің өзінде көптеген сиқырлы шеңберлер жасап жатыр, және Кералға артықшылық алуға көмектесу үшін ептілік сиқырларын жасай бастайды. Гоблиндерге қарсы Логан Орхун сияқты адам оны қандай жағдай болмасын басқаруы керек екеніне әлі де толық сенімді емес. Әсіресе ол Орхунның кеңестері соншалықты қарапайым. Оның орнындағы кез келген адамда солай істейтін еді деп санайды. Кенеттен жағдай күрделене түседі. Өйткені орк Софияны жарақаттан кейінгі күйзеліске ұшыратады, және ол шабуылға дайындалмай үрейлене бастайды. Бұл олардың барлығы үшін апат болуы мүмкін. Өйткені тіпті Логан Кералға назар аудара отырып, өзінің сиқырларымен айналысады. Ол Орханға дәрменсіз қарап, оның қандай гид екенін және Софияға неге көмектеспейтінін ойлап, кенеттен Орханның жылдамдықты әлдеқайда төмендететін сиқырлы белгі жасап жатқанын байқады. Содан кейін ол Софияға жақындап, оған асықпауын айтады. Асықпаңыз және дәл мақсат қойыңыз. Өйткені ол орктан әлдеқайда күшті және одан қорықпау керек. София терең тыныс алады. Содан кейін оркты толығымен жойып жіберетін үлкен отты шарды шығарады. Бұл оның бөлімшесіндегі барлық адамдарды, соның ішінде Софияның озық технологияны пайдалана алатынын білмеген Орханды таң қалдырады. Сиқырлы заклинаниелерді теңестіріңіз. Керал бірден Софияға жүгіріп барып, оны құшақтайды, ал Орхун оны керемет соққысы үшін мақтайды. Көп ұзамай олар 35-ші қабатқа да жетеді. Сонда олар жанкешті тарантулаға тап болады. Логан оларды өлді деп ойлап, бірден ашуланады. Өйткені олар бұл тіршілік иесін жеңе алмайды. Бірақ София да, Керал да Орханға толықтай сенеді және оның бұйрығын күтіп қасында тұрады. Орхан бірден Логанға Кералдың ептілігі мен күшін арттыруды және Софияға сиқырды қолдануды айтады. Логан бұл жігіт иесінен танып қалды ма деп ойлайды. Өйткені ол бұрынғыдай стратегияны өзгеріссіз қолданады. Бірақ ол бұйрықтарды орындауды шешеді және соған сәйкес заклинаниелерді қолданады. Содан кейін Орхун Кералға құбыжықпен жақын жекпе-жекке шығуды және оның назарын өзіне аударуға тырысуды айтады. Керал келісім белгісі ретінде басын изеді де бірден тарантулаға қарай ұмтылды. Логан оны тоқтатуға тырысады, бірақ Орхун оны тоқтатады. Егер ол алға шықса, олардың барлығы өте қолайсыз жағдайға тап болады. Сондықтан олар күтіп, бақылап отыруы керек. Содан кейін Орхун Софияға құбыжыққа секіріп, арқасын ұсақтап кесуді бұйырады. Ал София тапсырманы бірден түсініп, оның басына секіріп, пышақты алдыңғыдан артқа қарай жүргізеді. Содан кейін Орхун оған оның назарын аудармауын айтады, бірақ ол абай болу керек. Өйткені өрмекші өте улы, сондықтан ол барлық шабуылдардан жалтаруы керек. Өрмекші Кералды өткір аяқтарымен ұруға тырысады, бірақ ол шабуылдардан бірінен соң бірі жалтарып, тіпті кейбіреулерін ұрып тастайды. Құбыжықты таң қалдырғаннан кейін Орхун Логанға Кералға жасаған сиқырларын жалғастыру керектігін айтады. Өйткені оның өмірі дәл қазір оның қолында. Икбала, осы сөздермен ол Софияға бұрылып, құбыжықты жерге тигізуін сұрайды. София бұл тапсырманы бірден түсінеді және жебелерді кесу қабілетін пайдаланып, аяғын жерге тигізіп, жерге құлап түседі. Керал жеңісті тойлай бастайды, бірақ Орхун оған абай болу керектігін айтады. Өйткені шайқас әлі аяқталған жоқ. Бұл кеңес тым кеш келді. Өйткені өрмекші құбыжық әлі өлмеген және оның торын Кералды ұстап алып, өзіне қарай тарту үшін пайдаланады. Орхан бірден Логанға Кералға күш беріп, қозғалысты тездетуін айтады. Ол мұны одан әрі қарсылықсыз жасайды. Бірақ Керал үрейлене бастайды және сәтсіздікке ұшырайды. Өзін тордан босату үшін Орханнан көмек сұрап жатқанда, Орхан Софияға тас жебесін дайындап беруін айтады және пышақтарына өткірлікті арттыратын заклинание береді. Бұл оған осы құбыжықтың қолынан құтылу үшін қажетті серпін береді. София бірден өзінің тас жебе заклинаниясын жасайды. Ол құбыжықты толығымен жойып, оны бірден өлтіреді. Бұл олардың бір күндік экспедициясының аяқталуына әкеледі және Орхун Логанды өзінің қолдау заклинанияларын қолданғаны үшін мақтайды. Өйткені оларсыз оның кеші сәтті болмас еді. Бүгінгі шайқастарда жеңіске жетуге қабілетті. Олар үңгірлерден шыққан кезде күн бата бастайды және Селма барлық жаңадан келгендерді бүгінгі күнге дейінгі жетістіктерімен құттықтайды. Олардың барлығы осы уақытқа дейін таңғажайып жұмыс жасағанын және олардың саяхатының соңғы қадамы әлі алда екенін айтады. Олар ертең демалып, дұрыс тамақтануы керек. Содан кейін Орханды кешкі асқа шақырған Энд пен Верн тоқтатқан кезде, олар әрқайсысы өз жолдарымен жүреді. Біраз ойланғаннан кейін Орхан бұл ұсынысты қабылдайды. Өйткені бұл күнде бола бермейді. Біреу оны қалаға қайтып бара жатқанда емдеуді ұсынады. Логан Софиядан бұл кездесу туралы сұрайды. Ол Орханның өмірін алғаш рет қалай құтқарғаны туралы айтып берді және оның қандай заклинание қолданғаны сияқты мәліметтерді сұрады. София есіне түсіруге тырысады және ол алдымен желдің екпінін қолданғанын,
Содан кейін әрбір оркты жарып жібермес бұрын қылышын күшейту үшін аздап сиқыр қолданғанын айтады. Логан Орханға қатысты бірдеңе қатты өзгергенін түсінеді. Өйткені бүгін ол Орханның Софияға қарай жылжып бара жатқан орктың ептілігін азайту үшін сиқырды өте абайсызда қолданғанын байқады. Мұндай сиқырлы заклинание дебюфтер деп аталады және оларды қолдану өте қиын. Тіпті Сельманың өзі сияқты ең керемет дарынды сиқыршылар да 1-2 күнде бір дебюфті әрең пайдалана алады. Тіпті көптеген дайындық жұмыстарымен де. Сонымен қатар, Орхан тамаша сиқыршы ретінде әрекет етті және командалық жекпе-жекте заклинанияның бір немесе басқа аспектісін қашан қолдану керектігін білді. Ол әрбір жаңартудың қашан аяқталатынын нақты білді. Тіпті қарсыластың қимылын болжау үшін алдын ала заклинание қолданды. Бұл Логанға Орхунды мүлде дұрыс түсінбегенін және оның қарапайым сиқыршы ғана емес, нағыз данышпан екенін түсінуге мәжбүр етеді. Қалаға оралған Орхун Бирн мен Энтпен бірге тавернаға кіреді және олар оған қалаған нәрсесіне тапсырыс беруін айтады. Өйткені бұл олардың есебінен болады. Содан кейін олар одан оның нақты рөлі туралы сұрай бастайды. Өйткені ол бұрын батырлар партиясында сиқыршы болған, бірақ қазір ол өзін қылыш шебері деп санайды. Орхун атасының бір кездері ауылда қаңғып жүрген алып аңды өлтіргенін көргеннен бері ол әрқашан қылыш шебері болғанын айтады. Ол қандай жағдай болмасын, қылыш шебері боламын деп ойлады. Және бұл тілегі біраз уақытқа дейін орындалды. Өйткені ол батырға қонаққа келген қылыш шебері болды. Бірақ содан кейін олар төменгі деңгейлерге түсе бастағанда, олардың қарқыны аздап баяулай бастады. Өйткені олар кездескен құбыжықтардың қарқындылығы мен күші арта түсті. Сонымен бірге Сельма командалық стратегияны танымал етті. Онда барлығы шешім қабылдауда сиқыршыға тәуелді болды. Сондықтан олардың өздері де сол стратегияны ұстануды ұйғарды. Өкінішке орай, олардың бүкіл тобында сиқыршы бола алатын адам болмағандықтан, олардың ең жақсы таңдауы Орхан болды. Кеште ол семсерлесуші қызметінен бас тартуға шешім қабылдады және сиқыршы болды. Ол батырлар отрядының келесі деңгейлерден өтуге мүмкіндігі жоқ деп ашы ойлана бастайды. Бірақ енді бұл туралы ойланудың қажеті жоқ деп шешеді. Содан кейін ол балаларға енді өзі басқара алатын ең жан-жақты семсерлесуші болғысы келетінін айтады. Тіпті төменгі қабаттарда да ол ешбір компанияны қажет етпей-ақ келесі күні бір топ батырдың оған ақша төлейтінін білмей өз бетімен жұмыс істейді. Ол бағындырғысы келген зындандарға барыңыз. Келесі күні таңертең Орхун үңгірге қарай бет алды. Бұл оның жастар отрядын басқаратын соңғы күні болады деп ойлап, Софиясын көрді. Ал қалғандары оны кіреберістің жанында күтіп тұрды. Олардың барлығы оны жылы қарсы алды және ол өткен күнге қарағанда бүгін оған көбірек сенетіндерін сезінді. Тіпті Логан да оны әлдеқайда жақсы қабылдап, оған сенетін сияқты. Кералдың айтуынша, бұл соңғы күн болғандықтан София оған бірдеңе айтқысы келді және ол өз ойын айту үшін Софияны шынтағымен итере бастайды. Бірақ София қорқып, өзінің шынайы сезімін білдіруге тым ұялшақ болып көрінеді. Кеше түнде суға шомылып жатқанда, София Кералға Орханның түнгі қояндар тобында қалып, олардың шыңға шығуына көмектескенін қалайтынын айтты. Алайда, ол Орханға жүрегіндегі барлық нәрсені айтуға мәжбүр болмай тұрып, оған Сельма телефон соғып, Софияға кетер алдында онымен кейінірек сөйлесетінін айтты. Басқа гиттерге бара жатып, ол кездейсоқ жаңадан келген топтан батырлар отрядының да бүгін зындандарға баратынын естіді және олар өздерінің жаңа тобымен бірге сынақ өткізіп, олардың барлығы дайын екеніне көз жеткізгісі келеді. Біз синхронды түрде жұмыс істейміз. Орхан олардың қай қабатта сынап көретіндерін білгісі келеді және ол көп ұзамай олардың ең терең қабатқа, яғни 94-ші қабатқа көтерілмейтінін біледі. Оның орнына олар тек 92-ші қабаттан бастағалы жатыр. Олардың жаңа кеші болады. Бәрі ойдағыдай жұмыс істеп жатыр. Орхан мұны естігенде шошып кетті. Өйткені ол батырлар күнін тойлау 92 қабатта басталуы керек деп ойламайды. Әсіресе оның орнына жаңа үміткермен. Оның орнына олар өздерінің командалық жұмысы туралы түсінік алу үшін алдымен төменгі қабаттардан өтуге тырысуы керек. Сайып келгенде, ол кейіпкердің кеші туралы ойлау уақытты босқа кетіру деп шешеді және оның орнына бір нәрсеге қол жеткізу үшін осында не істеп жатқанына назар аударуы керек. Біз 92 қабатқа қайта ораламыз. Оливер, топ жетекшісі, бұл зындандарды басып өтуде қиындықтар болмауы керек, бірақ бәрібір сақ болу керек деп өз командасын жігерлендіреді. Содан кейін ол олардың тобының жаңа мүшесі Филлиге бұрылады. Ол жасыл шашты сүйкімді. Танк одан не істей алатынын көрсетуін сұрайды. Ал ақымақ сиқыршы Филлидің барлық кәсіптің шебері емес екенін айтып араласады. Орхан да солай. Сондықтан оларда ешқандай проблема болмауы керек. Содан кейін Оливер Лунаға бұрылады. Ол осы уақытқа дейін үнсіз мойынсұнбаушылықтан бірде-бір сөз айтқан жоқ. Өйткені ол ешқашан Орханның кетуін қаламады. Бірақ Оливер бұл зынданнан өткеннен кейін тіпті Луна да олардың шешімі дұрыс және Орханның проблемасы екеніне келісуі керек деп санайды. Луна Оливер мен басқалардың Орханды бандадан шығару жоспарының бір бөлігі де болмағаны белгілі болды. Ол бұл туралы Оливер Филадельфияны кешке келгені үшін құттықтап, оның құрметіне қарсы алу кешін өткізген кезде ғана білді. Энн мен Дерек екеуі де Орхунды мазақ етіп, қазір оларда түкке тұрғысыз джек емес, нағыз сиқыршы бар деп мәлімдеді. Барлығы, олар зынданнан өтіп, тез арада 50-ші қабатқа жету керек. Энн тіпті Филадельфияға олардың ақшасы өте көп екенін айтты. Бірақ Орхун шығындарға соншалықты мұқият болғаны сонша,
ол ешқашан бәрін жеке қажеттіліктеріне жұмсамады. Филадельфия партиялық қаражат тек партияға ғана емес, басқа мақсаттарға да арналған ба деп сұрағанда, өзін жайсыз сезінеді. Кез келген жеке мақсат үшін. Бірақ олардың ақшасы көп екенін және егер сіз оны қалай жұмсау керектігін білмесеңіз, ақшаның қандай пайдасы бар екенін айтып, өз ойларынан бас тартады. Оливер әңгіменің ортасына кіріп, оларға Орханмен келіссөздерді аяқтап, әрі қарай жүру керектігін айтады. Өйткені ол қазіргі уақытта олар үшін маңызды емес. Олар Филадельфияның кешіне қосылуының құрметіне стақандарын көтеріп жатқанда, бөлмеге тынысы тарылған ай кіріп, Оливерге онымен сөйлесу керек екенін айтады. Кенет ол Филадельфияны байқап қалады. Ол қазір тіпті таныс емес, және Оливерден оңаша сөйлесе алатынын сұрайды. Оливер оған барлығының көзінше дәл осы жерде сөйлесуге болатынын және керек екенін айтады. Сондықтан Лунаның басқа амалы жоқ, және ол оларға Орханның түнгі күміс қояндармен ретке бара жатқанын жаңа ғана естігенін айтып, бұл қалай мүмкін екенін сұрайды. Дерек пен Эн екеуі де абдырап қалды. Өйткені Эн оның қаншалықты әлсіз екенін айтқанына қарамастан, 3 күн бойы түнгі күміс қояндарға қалай қосыла алатынын сұрады. Дерек өзінің осы партияға қарызы бар С дәрежелі төсбелгісін әлі де желбіретіп тұрған болуы керек деп мәлімдейді, және осылайша ол жұмысқа орналасты. Луна абдырап қалды, және Оливер оған тынышталып, тыңдауын айтқан кезде олар не туралы айтып жатқанын сұрайды. Алайда ол жалғастырмас бұрын Эн әңгімеге араласып, Лунаға Орхандардың ішіндегі ең түкке тұрғысыз Джек кештен 3 күн бұрын кеткенін айтады. Орханның кештен кетіп бара жатқаны туралы хабар оны таңғалдырады, және ол Орханның олардан мүлде көңілі қалды ма деп дауыстап ойлайды. Бірақ үлкен ақымақ Дерек ұзын аузын ашып, бәрі басқаша екенін айтады. Орхан кештен кетпеді. Олар оны кештен күшпен қуып жіберді, өйткені ол жеңіліске ұшырады. Луна шошып кетті де Оливерге бұрылып, бұл рас па деп сұрады. Оливер сабырлы түрде олар шындықты айтып жатыр деп жауап береді, және оны топтың жаңа мүшесі Филлиге таныстыруға тырысады. Луна Орханның орнын басқан кез келген адамға қарсы болатынын анық айтқанын айтып, оны бірден кесіп тастайды. Бұл оған айқайлаған танк 0 икті ашуландырады. Үндеме, өйткені жаңа мүше оны қарсы алуға тырысады. Оливер сонда да Деректі тыныштандырып, оған жетуге тырысады. Орханның енді олардың кешіне жарамайтынын және ол осы сәтте оларға қысым көрсететінін айтып, Лунамен ақылдасыңыз. Луна мұның ешқайсысымен келіспейтінін айтады. Өйткені Орхан партияның өзегі болып табылады, және ол олардың бірінші кезекте болуының басты себебі болып табылады. Олар осы уақытқа дейін жетіп, Оливерге одан әрі алға жылжуға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады. Онсыз жасайық. Ал әлгі есек Орханды ерекше бір нәрсе деп ойлайтын жалғыз адам екенін айтады, және қалай болғанда да қазір ештеңе істеуге болмайды. Өйткені шешім қабылданып, Орхан қуылды. Оливер Лунаға дәл қазір алдағы жоспарларды талқылау керек екенін айтады, және олардың барлығы Филадельфиямен бірінші рет қатар жұмыс істейтіндіктен олар 92-ші қабаттан бастап, содан кейін баяу көтерілетінін айтады. Бұл 94 қабат. Алайда Луна бұл жоспардан үзілді-кесілді бас тартып, оның басқалардан айырмашылығы өлгісі келмейтінін алға тартады. Дерек бұған күліп, егер олар 92-ші қабаттан бастап, алғашқы қадамын жасап үлгерген кезде 94-ші қабатқа көтерілсе, олардың өлуге деген құштарлығы қалай болуы мүмкін екенін айтады. Луна Филадельфия жоғары білікті сиқыршы болса да, олар алдымен төменгі қабаттардан бастап, содан кейін жоғарғы қабаттарға көтерілу керек деп жауап береді. Дерек өзінің доғал бас сүйегімен тағы да 93-ші қабатты тазалап қойғанын айтады. Сондықтан олар неге төменгі қабаттардан бастау керек? Одан да төмен түс. Луна, егер олар 92 қабатта қара айдаһар бар деп ойласа, олар есінен танып қалған болуы керек, және олар оны әрең дегенде жеңе алды деп мәлімдейді. Соңғысы, олармен күресетін кез келді. Эн күліп, бұл олардың командасында әлсіз сиқыршы болған кезде болды, және бұл жолы айдаһармен күресу оңай болу керек деп жауап береді. Оливер олардың қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін және басқа ештеңе істемейтінін көретіндерін айтады. Сондықтан олар мұны істеудің қажеті жоқ, қара айдаһармен күрес. Луна бұған қарамастан, олар әлдеқайда төмен деңгейден бастау керек деп дауласуға тырысады. Бірақ Оливер бұл шешімнің қабылданғанын және оны қазір өзгерту мүмкін емес екенін айтып, оның сөзін бөледі. Шындыққа қайта оралсақ, батырлар отряды 92-ші қабаттан Мамонтпен бетпе-бет келеді. Ол өткен жолы оңай жеңілген, бірақ бұл жолы оларда бұл мәселеде біраз қиындықтар туындаған сияқты. Оливер Мамонттың қасына жүгіріп барып, оны қылышпен ұруға тырысады. Бірақ Мамонт Оливерді жасырынған жеріне итеріп жіберіп, шабуылға тосқауыл қояды. Ал Дерек кез келген қарсы шабуылға дайындалады. Шабуыл жасайды. Оливер баспананың артында болғаннан кейін оның қорғанысы тозады, және ол қорғаныс тозған сайын денесі оған үлкен салмақ түскендей сезінетінін түсінеді. Ол артына бұрылып, Филадельфиялықтардан неліктен тез тозып бара жатқанын сұрайды. Филадельфия олардың қалай бірге күресіп жатқанын әлі түсінбегенін, сондықтан бәрі жақсы болу керек деп жауап береді. Бұл Оливерді таң қалдырады. Өйткені ол Орханның зынданда бірге болған алғашқы күнінің алғашқы бірнеше сағатында олар туралы бәрін қалай анықтағанын есіне алады. Мамонт кенеттен Дерекке бағытталған энергия зарядын пайдаланады. Ол соққыны бөгеуге тырысады. Бірақ тайып кетеді, және сәуле Анға бағытталады. Ол соққыны бөгеуге тырысады. Дерекке ақымақ болғаны үшін айқайлайды. Тіпті Дерек оның блоктары неге соншалықты тиімді емес деп ойлайды. Өйткені бұл күшті соққы ол үшін оңай болу керек еді. Эн төбелеске араласуға бел буып,
өзінің отты зарядтарын құбыжыққа атып тастайды. Бірақ олар Мамонтты әрең қытықтайды. Бұл Оливерді шатастырады, және ол Аннаға оны байыппен қабылдауға шақырады. Бірақ Энн ол әдетте жасайтын нәрсені істеп жатыр деп жауап береді. Бірақ қандай да бір себептермен оның ұстамалары әлсіз болып көрінеді. Оливер Филлиге Аннаның сиқырлы зиянын тағы бір рет арттыруды бұйырады, және ол оның айтқанын орындайды. Бірақ бұл жолы да Энн Мамонтқа өзінің отты зарядын қолданғанда, ол тіпті сызат қалдырмайды. Кек алу үшін Мамонт өзінің энергия зарядын қайтадан пайдаланады, және тастың артына тығылып, үлгере жаздаған Аннаны қағып кете жаздады. Оливер аң-таң болып қалады. Өйткені Филадельфияның сиқыры Орхунға қарағанда әлде қайда күшті болуы керек еді. Бірақ бәрібір олар бұл құбыжықпен күресіп жатыр. Оларда соңғы рет қалай төбелескені туралы ешқандай мәселе болған жоқ. Оған бағытталған тағы бір энергия сәулесі оны шындыққа қайтарады, және оның жалтаруға уақыты әрең жетеді. Дерек келесі сәулені жауып жатқанда, Оливер Эннге құбыжықты қапталдан айналып өтуді айтады. Бірақ Аннаның жолы болмады. Өйткені құбыжық оны тоқтатып, шабуылдап, оның барлық аяғынан қашып кетуіне себеп болды. Кері жол. Оливер бірден Филлиге бұрылып, құбыжықтың шабуылын мұқият қадағалап, оларға ескерту жасауды айтады. Филадельфия бұл оған мүмкін емес деп жауап береді. Сонымен бірге ол барлық басқа нәрселермен айналысады. Бірақ Оливер оған сиқыршының міндеті шайқастың барысын бақылау екенін айтады. Энн оған дәл осылай жауап беріп, оның мүлдем пайдасыз екенін және оны отрядқа апармау керектігін айтты. Оливер олардың ешқайсысы бұрынғыдай күшті емес сияқты екенін және тіпті бар күшін де пайдалана алмайтынын түсінеді. Оның қылышынан теориялық тұрғыдан алғанда Филадельфияның сиқыры оларға үлкен күш-қуат беруі керек. Сондықтан нақты не болып жатыр? Олар әрі қарай не істеу керектігін шешпес бұрын зындандардың тереңінен қара айдаһар шығып, оларға қарай ұша бастады. Ай қорқыныштан терлеп, бұл жерден тезірек кету керек деп айқайлады. Айдаһар жерге батып, астындағы Мамонтты еш қиындықсыз басып қалды. Оливер шошып кетті. Ол неге қара айдаһар жасырынған жерінен шығып жатыр деп таң қалды. Бірақ олай болмауы керек еді. Бірақ ол әлі де барудан бас тартады. Өйткені олар оны бір рет жеңіп, оны қайтадан жасайды деп мәлімдейді. Дерек оның отына тосқауыл қою үшін бірден позицияны ұстанады. От шарымен шабуыл жасаңыз. Бірақ оның таңғаларлығы, ол соншалықты күшті емес, және бірден кері соққы алады. Энн өзінің отты шарын қолдануға тырысады. Бірақ ол тастың артына тығылғаннан кейін де ол соққыға жығылып, есінен танып қалады. Луна бірден Оливерге жүгіру керек екенін айтады. Бірақ Оливер Филлиге оны зарядтауды бұйырады. Содан кейін оны зарядтайды. Страндж айдаһардың отты шарына шабуыл жасайды, және бір уақытта шабуыл жасайды. Аяғынан әрең тұрып, соққы толқыны оны артқа лақтырып жібергенде, ол не істерін білмей абдырап, аң-таң болып тізесіне құлады. Бірақ Луна оны тез жинап алып, апаттық телепортация кристаллын пайдалану керек екенін айтады. Әйтпесе олар осында өледі. Филадельфия төтенше телепортация оларды тікелей төменгі дәрежелі бастықтың бөлмесіне жібереді, және олар онымен күресуге мәжбүр болады деп мәлімдейді. Бірақ Луна олардың басқа амалдары жоқ деп мәлімдейді. Оливер агрессивті болып, командасының қалған мүшелерін ұстап алып, қашып кету үшін портал ашады. Бірақ олар оны басып өтпес бұрын, айдаһар оларды артқа лақтырып, оларға шабуыл жасайды, және олардың қорқыныштысы жоғалып кетпес бұрын порталға кіреді. Дерек басында бұл ең жақсысы деп ойлады. Бірақ Луна оларға бұл болуы мүмкін ең жаман нәрсе екенін айтты. Енді кейбір төмен дәрежелі шытырман оқиғалы топ өледі. Сен айдаһардың құрсауында қалдың. Оның айтуынша, олар гильдияға қайта оралып, зындандадағылардың барлығын күшпен телепортациялауға мәжбүр болуы керек. Оливер келіседі де, олар сыртқа қарай жүгіре бастайды. Міне, сол кезде Луна оларға өздерін соншалықты әлсіз сезінуінің себебі Орхунның олардың күшін арттыратын бірнеше түпнұсқа заклинание жасағандығы екенін айтады. Оның кез келген сиқырлы шабуылының күші 50 есе артады. Филадельфия шошып кетті. Өйткені тіпті Сельма оны 10 есе ғана арттыра алды. Бірақ Луна оларға мұның рас екенін айтады. Сондықтан олар өздерін тым күшті сезінді. Олар Орханмен бірге болғанда ғана күшті болады. Әйтпесе, олар жай ғана орта мінезді. Бұл шытырман оқиғаны іздеушілер тобы. Оливер, алайда, бұған сенуден бас тартады. Және айдаһар әлі бірде-бір адамның өмірін қиған жоқ деп үміттеніп, гильдия ғимаратына жүгіріп бара жатқанда, Орхансыз айдаһарды өлтіруге ант береді. 50 қабатқа оралған Орхан өз тобына 51 қабатқа жеткенде, олардың мақсаты орындалатынын айтады. Және олар телепортация кристаллының көмегімен бір күн бойы қайта оралады. Оның тобының барлық мүшелері басын изеді. Бірақ Орхунның асқазаны осыған байланысты ыңғайсыз сезінеді. Ол жан жағына қарайды. Бірақ күдікті ештеңе таппайды. Содан кейін ол күнді толығымен жауып тұрған бұлттары бар қараңғы аспанға жоғары қарап, неге бұлай сезінгеніне таңғалады. Дәл қазір бәрі жақсы болып жатқан сияқты, және жақын арада олар еден бастығымен төбелесетін болады. Бұл гиттердің ешқайсы үшін маңызды емес. Содан кейін олардың барлығы осымен аяқталып, өз миссиясымен үйлеріне орала алады. Бұл толық жетістік. Ендеше, неге оған бірдеңе дұрыс емес болып кеткенін, және олардың барлығы дәл қазір кету керек екенін ескертетін бір түрлі сезім пайда болды. Кералдың дауысы Орханнан бұл жолы қандай құбыжықтармен күресуге тура келетінін сұрағанда, оның ойынан шығады. Орхан оның көзіндегі толқуды байқап,
оның басты міндеті командаластарын қорғау болып табылатын танк болуы керек екенін айтады. Ол олардың барлығын жалғыз өзі өлтіремін деген үмітпен жауларына қарсы тұра алмайды. Керал мұнымен келіспейтін сияқты, және егер ол барлық жаулармен өз бетінше күресе алатын болса, онда ол техникалық тұрғыдан командаластарының жұмысын жеңілдететінін және оларға ешқандай қауіп төнбейтінін айтты. Оның үстіне, ол танктың міндеті алдыңғы шепте болу деп санайды, және ол мұны әр уақытта жасайды. Және ол бірден қалай жақсы күресу керектігі туралы көбірек кеңес сұрай бастайды. Орхан шаршап күрсініп, оған бәрін өз бетімен істеуге тырысудың орнына командада жұмыс істеуді үйренуді бастау керектігін айтады. Өйткені ол мұның бәрін неғұрлым тезірек үйрене бастаса, соғұрлым ол үшін болашақта соғұрлым жақсы болады. Алға жылжудың жалғыз жолы командаластарыңызға сенім арту. Кералға оның қалай естілетіні ұнамайды, және ол оны қызықсыз деп санайды. Бірақ Логан оған мұқият болуға және осындай керемет кеңес алғанына риза болуға кеңес береді. Ол тіпті ұлы авантюрист Альберттің айтуынша, топтық жұмыс бұл армандаған жұмыс. Орхан өзінің назарын кішкентай блондиге аударып, түнгі қояндар руынан шыққан Альберт туралы айтып жатқанын сұрайды. Логан зынданда үнемі варвар сияқты әрекет етудің орнына басқа біреудің де оқып жатқанын білгенде қатты қуанады. Орхан ұлы Альберт туралы бәрі біледі деп сенетінін айтады. Өйткені ол түнгі аспан қояндарының ең күшті мүшесі болғаны сөзсіз. Және ол өткен жылы 92 қабатта қара айдаһармен шайқаста қаза тапты деп есептеледі. Логан қайтыс болғаннан кейін де Альберт мәңгілік есте қалатын аңызға айналғанын айтады. Керал, алайда, Альберт өзінің серіктерінің бірін қорғау үшін қаза тапты деп тыныш айтқан кезде, бұл танктың міндеті болса да аздап мұңаяды. Оның көңіл күйі нашарлайды. Өйткені ол оның өлімі, оның отбасында күлімсіреудің жоғалып кететінін білетінін айтты. Бірақ ол шынымен де оған мән бермеді. Сондықтан ол қорғаушы болудың ең жақсы жолы қорғаған адамыңды үнемі өзіңнен аулақ ұстау деп санайды. Ол егер ол өз командасы артта қалған кезде майданда жалғыз соғысса, оларға ешқандай қауіп төнбейтінін, егер бірдеңе дұрыс болмаса, қашып құтыла алатынын айтты. Орхан Кералдың бетіндегі ауырсынуды байқап, бұл оның қолынан келмейтін нәрсе деп шешті. Ал бейтаныс адам ретінде ол басқа біреудің ісіне мұрнын тигізбеуі керек шығар. Ол көңіл күйін сәл көтеруге бел буып, Кералға бүгін жаулармен күресу үшін оған сенетінін айтады. Содан кейін ол оған оны беруін айтқан кездегідей, оның жүзі бірден жарқырайды. Барлығының назарын өзіне аударатын София бірден барлығының назарын өзіне аударуға бел буады. Ол өзің таңда болуға тырысқанда, Орханнан не жетіспейтінін және командалас және сиқыршы ретінде өзін қалай жақсартуға болатынын сұрайды. Мұны естіген Логанда араласып, тіпті оның қалай жақсаратынын білгісі келетінін айтты. Орхан олардың барлығына сабыр сақтап, алға ұмтылуларын айтады. Жаңадан бастаушылар жылынуды бастайтын 36 қабатқа көтеріліңіз. Сельма Орханға қоңырау шалып, бүгін олардың соңғы күні және қазіргі кездегі ең қиын күні бар екенін, сондықтан олар бәрі жақсы екеніне көз жеткізіп, экспедицияны сәтті аяқтауы керек екенін айтты. Содан кейін ол Орханның кешіне бұрылып, балаларға бұл өте ұнаған сияқты екенін айтады. Оған қатысты. Ал Орхан газеттегі мақаласынан кейін бір сәтте оған деген құрметін жоғалтып алған шығармын деп ойлағанын шынайы мойындады. Бірақ оның қателескені белгілі болды. Бұл балалар бір қарағанда көрінгеннен әлдеқайда ақылды және тәуелсіз. Сельма мұнымен келіседі. Кейде бұл топ ең жақсы топ болмауы мүмкін, бірақ олардың болашағы жарқын болады деп сендіреді. Содан кейін ол Орханға Альберттің өлімі олардың руы үшін үлкен соққы болғанын айтады. Өйткені ол рудың жұлдызы болды, және олардың руы тез артта қалды. Сол кезде Орханның бұрынғы руы батырлар партиясы жетекшілік етті. Орхан оларға да қара айдаһармен күресу өте қиын болғанын айтады. Және олар бұл жекпе-жек кезінде біреуді оңай жоғалтып алуы мүмкін еді. Бұл олардың отрядын толығымен жойып жіберуі мүмкін еді. Сельма Альберт қалдырған тесік әлі де ашық екенін, және олар оны осы уақытқа дейін ешқашан жамай алмағанын алға тартып, ақыры Орханнан оны қаламайтынын тікелей сұрайды. Олардың партиясына қосылу үшін Орхан оған бұл оның үлкен мәртебе екенін айтты. Бірақ ол кеште екі сиқыршының қажеті жоқ деп жауап берді. Әсіресе бұл сиқыршылардың бірі континенттің ең жақсы сиқыршысы болса. Сельма қызарып кетті, бірақ ол сиқыршыны емес, семсерлесушіні меңзеп тұрғанын айтты. Бұл оны таң қалдырады. Бірақ Сельма оған бүгін оны бақылап, оның семсерлесуші ретінде қандай дағдылары бар екенін көретінін айтады. Көп ұзамай олардың барлығы өз топтарына бөлінеді. Ал Орхан үш жаңа ойыншымен жалғыз қалады. Олар оған назар аударуы керек. Керал сұрайды, неге олар жиі ажырасады? Ол бұл үңгірлердің лабиринтінде адасып кету идеясын ұнатпайтындықтан. Орхан бұл олар үшін жақсы жаттығу екенін айтып күледі. Өйткені топ жиі бөлінуі керек. Бір уақытта бірнеше өткелді тексеріп, бастықтың бөлмесіне апаратын жолды табу керек. Сондықтан түнгі аспан қояндары сияқты мүшелері көп кландардың әрқашан артықшылығы бар. Өйткені олар бүкіл үңгірлер жүйесін өте жылдам тексере алады. Логан Орханның бұрын соңды көрмеген ең терең қабатқа түскенін айтады. Сондықтан оларда ешқандай проблема болмауы керек. Мұнда да проблемалар бар. Сельма мен Керал оны қоршап алып, зынданның тереңірек деңгейлерде қалай көрінетінін және онда қандай құбыжықтарды көруге болатынын сұрап жатқанда,
Орхун терең қабаттар шамамен 72 деңгейден басталып, экожүйе өзгеріп жатыр деп жауап береді. Бұл қарлы боран мен мұз кесірткелері жиі жасырынатын қатал, қарлы тау. Қараңғыда олар сенің ұйықтап кетуіңді күтіп отыр. Осы сөздермен Орхан оларға тапсырмаға назар аударуды бұйырады. Өйткені ол олардың осы сәтте уайымдағанын қаламайды және олар зынданға тереңірек барады. Үңгірдің бәрі бос сияқты. Бұл қорқынышты сезім тудырады. Ал Логан бұл қабатта әлі бір құбыжықты көрмегендерін айтады. Ол Орханға бұрылып, 40 қабат әдетте солай ма деп сұрайды. Орхан басын шайқайды. Ал іштегі түйін оның ішкі сезімі дұрыс болды ма? Әлде бүгін зынданда бірдеңе дұрыс емес пе деп ойлағанда басын шайқайды. Керал қазірдің өзінде кейбір құбыжықтармен күрескісі келетіні туралы шу шығара бастады. Жартастардың бірінің артынан көк гоблин келе жатқанда, Керал ақыры аңды көргеніне қатты қуанып, 1 секунд ойланбастан бірден оған қарай жүгіреді. Орхан Кералды тоқтатуға тырысады, бірақ ол шектен шығып кетті. Сондықтан ол гоблиннің жылдамдығын бәсеңдету үшін ептілігін төмендететін дебютін тез пайдаланады. Бұл Кералға оны бір жылдам шабуылмен өлтіруге көмектеседі. Ол жеңісті тойлай бастайды, бірақ Орхун оған ойланбастан жауларына шабуыл жасамауды айтады. Ол көк гоблиндердің шынымен де жылдам және күшті екенін, және оған қауіп төнуі мүмкін екенін айтады. Бұл Логан мен Софияны өз орындарынан кетуге және өздеріне қауіп төндіруге мәжбүр етеді. Керал өз қателігін түсінеді. Сондықтан соққыны жеңілдету үшін Орхун оған белсенді қорғаныс стилін үйретуді шешеді. Бұл қорғаныс және ол қарсыластың қимылдарына назар аударып, өз шабуылын бастамас бұрын дәл уақытында шабуыл жасау керектігін түсіндіреді. Бұл олардың шабуылына жол бермейді және оның бөлімшесінің қалған мүшелеріне керемет артықшылық береді. Керал мұны қорқынышпен естиді, бірақ көп ұзамай Логан оны шетке итеріп жіберіп, кеңес сұрайды. Ол оларға бұрылыңдар дейді. Өйткені олардың артынан жүгіріп келе жатқан екі құбыжық қасқыр бар. Олар жақындай алмай тұрып, сиқырлы тұзақ іске қосылып, тікенектерді денелеріне қадайды. Орхун Логанға оның командасына артынан шабуыл жасауы мүмкін деп алаңдамай, оның алдындағы жауға назар аударуға мүмкіндік беретін тұзақ заклинанияларынан бастау керектігін айтады. Логан болып жатқанның бәрін ынтамен тыңдайды және ол барлық жағынан Орхан сияқты сиқыршы болғысы келетінін ойлайды. Содан кейін Орхан Софияға бұрылып, оған бір уақытта 2 сиқырлы заклинание жасауды үйрену керектігін айтады. Ол бұл қиын естіледі деп жауап береді. Бірақ Орхан бұл көрінгенде қиын емес деп уәде береді. Бұл осылай естіледі және кез келген адам бір уақытта 2 сиқырлы заклинание жасай алады. Оның айтуынша, жетілдірілген рычагты заклинание бір уақытта тіпті 10 шақты сиқырлы заклинание жасай алады. София мұны естігенде шошып кетті және неге ол қолданып жүрген қазіргі сиқырдың күшті нұсқаларын қолдануды үйрене алмайтынын сұрайды. Ал Орхан күшті сиқырлы шабуылдарды қолдану, оларды өңдеуге және дайындауға уақытты қажет ететінін түсіндіреді. Бұл оларды пайдаланбайтын көптеген үзілістерге әкеледі. Мүлдем осал және бұл туралы ештеңе істей алмайды. Егер ол бірнеше заклинание жасауды үйренсе, біріншісі іске қосылуға дайын болғанша, ол екінші заклинанияны дайындай алады. Осылайша, оның тоқтап қалуы іс жүзінде нөлге тең болады және босану кезінде ешқандай осалдыққа тап болмайды. Осының арқасында олар ақырында бастықтың бөлмесіне жете алады. Онда гиттер жиналып, жаңадан келгендерге артта тұрып, бастықпен жұмыс істеп жатқанын бақылап отыруды айтады. Орхан қалғандармен бірге бастықтың бөлмесіне кіріп, оларға шабуылдарға назар аударуды айтады. Өйткені ол оларға мүмкіндігінше қолдау көрсетуге тырысады. Бұл оның қолынан келгенше. Осыдан кейін ұрыс басталып, Орхун бірден шабуылға шығады. Өйткені ол шабуыл жасау үшін тамаша сәтті пайдаланып, шабуыл жасамақ болған сәтте құбыжықтың аяғына пышақ сұғып, оны артқа шегінуге мәжбүр етті. Алайда, құбыжық артқа шегініп, тепе-теңдікті қалпына келтірмес бұрын, Орхун бастықтың артына қабырға жасап, оның қашып кетуіне жол бермейтін тұзақ құрып қойған. Сельма бірден мультикаст сиқырын қолданады. Бірден 5 сиқырлы шеңбер құрып, шабуыл жасайды. Ал танк шабуылды бөгеп, оның қашып кетуіне жол бермейді. Ал басқа семсерлесуші қылышын бір сипап ұрысты аяқтайды. Жаңадан келгендер жекпе-жектің қалай аяқталғанын бір сәтте қорқынышпен бақылап отырды. Логан бұл қиян кескі жекпе-жектің дәлдігіне сене алмайды. Өйткені бірде-бір адым жоғалған жоқ және бәрі суреттегідей тамаша болды. Осыдан кейін экспедиция бір деңгейден екінші деңгейге өтіп, алға жылжып, ақыры 50 қабаттағы бастықтың бөлмесіне жетеді. Бастық іс жүзінде бұзылмайтын қабығы бар алып шаян болып шығады. Сельма Орханға олардың ішіндегі ең мықтысы екенін айтады. Қарашы, ол алып шаянның тырнағын кесіп тастай ала ма, жоқ па? Қалғандары мұнымен айналысып, мерекеге үйлеріне қайтуға мүмкіндік алады. Орхан күлімсіреп, қылышын суырып алып құбыжыққа қарай сенімді түрде бет алды. Ал танк оған абай болу керектігін айтады. Өйткені шаянның қабығы керемет қатты болуы керек және оны алу өте қиын. Оны бұзып өтейік. Орхунға мән бермейтін сияқты. Ол ауаға секіріп, қылышын шаянның буынына тигізіп, оның алып тырнағын оңай кесіп тастайды. Бұл оларға абай болу керек жалғыз қауіпті жояды. Енді осымен бітті. Сельма және басқалары құбыжықпен оңай күреседі және экспедиция ақыры аяқталуға жақын қалғанда барлығы қол шапалақтайды және олардың барлығы қайтып оралуға дайындалып жатыр. Алайда олардың мерекелері Орхун қатты қорқып, кенеттен шындығы ыдырап,
ақаудан оларға қарай ұшып бара жатқан қара айдаһар пайда болған кезде үзіледі. Орхунның қаны қара айдаһарды көргенде тамырларында қатып қалады да, ол бәріне қашып кет деп айқайлайды. Бірақ ол кез келген нәрсені ойлауға қабілетті жалғыз адам сияқты. Өйткені тіпті басқа қызғылт сары гиттер де үлкен қысымның салдарынан орнында қатып қалады. Қозғала алмайтын оранкерлер ойлайды: неліктен бұлай болып жатыр? Неліктен нағыз құбыжық оларға осындай төмен қабаттарда шабуыл жасайды? Сельма аз да болса ойлануға қабілетті жалғыз адам, бірақ оның өзі де қозғала алмайды. Ол жаңадан келгендердің бұл құбыжықтан құтылатынына көз жеткізу үшін дәл осы жерде және дәл қазір команданы өз қолына алу керек екенін түсінеді. Бірақ айдаһардың орасан зор аурасы ауаны ауырлатып, атмосферадан оттегін сорып жатқан сияқты. Өйткені Сельма естіген барлық қорқынышты оқиғалар туралы ойлайды. Қара айдаһар. Ол авантюристерді аулап, оларды адам танымастай жойып жіберетін құбыжық. Орхан бірден осы өлімге әкелетін жағдайдан қалай шығу керектігі туралы ойлармен айналыса бастайды. Ол кенеттен олардың осы деңгейдегі бастықты жеңгенін түсінеді. Яғни, егер олар ойынның соңында кристалға жете алса, бұл олардың осы деңгейдегі бастықты жеңгенін білдіреді. Үңгір, олар қауіпсіз түрде кері телепортация жасай алады. Бұл қиындықтан құтылудың жалғыз жолы. Сондықтан ол басқаларды өз жоспарларының айналасына жинауды ойлайды. Бірақ ол басқаларға қоңырау шалу үшін бұрылғанда, олардың барлығы экраннан көзін ала алмай, транс күйінде қалып қойғанын түсінеді. Құбыжық. Бұл өте қорқынышты, өйткені құбыжықтар табиғи түрде үлкен топтарға тартылады. Сондықтан айдаһар да солай істейді. Ал егер олар бірден шетке кетпесе, олар бірден темекі шегеді. Бір сәтке Орхун кристалға қарай қашып кету керек шығар деп ойлайды. Өйткені ол мұны жалғыз өзі жеңе алады. Бірақ ол өзін өзі жек көріп, бұл ойды бірден тастайды және басқаларға қалпына келуге, аман есен құтылуға аз уақыт беру үшін айдаһармен күресу керек екенін түсінеді. Ол қандай жағдай болмасын, оларға опасыздық жасамаймын деп шешіп, айдаһарды жеңемін деп шешті. Осы сөздермен ол қылышын алып, өзіне қымбат адамдарды қорғауға деген табандылығымен оны суырып алады. Ол басқа гиттерге өз позицияларын ұстануға шақырады. Бұл оларды транс күйінен шығарады. Ал Сельма да есін жияды. Ол қалғандарына жаңадан келгендерге қауіп төнбейтініне көз жеткізу үшін қорғанысқа шығуды бұйырады. Ал Аранг авантюристері дереу жұмысқа кіріседі. Сиқыршы айдаһардың шабуылынан болатын зиянды азайту үшін сиқырлы тосқауыл жасайды. Бірақ Сельмер оның сиқырының жарылысты тоқтатуға күші жетпейтінін түсінеді. Орхан керісінше айдаһарға қорықпай жүгіреді, бірақ шабуылды күшейту үшін дереу өзінің қорғаныс сиқырын жасайды. Гиттер, бақытымызға орай, бұл оларды жақын арада болатын өлімнен құтқару үшін жеткілікті болды. Бірақ олар Орхунсыз қазір күл үйіндісіне айналатынын білгенде қатты таңғалды. Орхун айдаһардың шабуылынан тактикалық шегіну арқылы жалтарады. Бірақ айдаһарға шабуыл жасауға ашық мүмкіндік бермейді. Ол тез арада кішкентай қанжарды алып, құбыжықтың көзіне лақтырады. Айдаһар соқыр болып қалмас үшін дереу өз көзін жұмады. Бірақ мұның бәрі Орханның жоспарының бір бөлігі болды. Өйткені ол осы секундтың бір бөлігін айдаһарға секіру үшін пайдаланып, оның басын бір қылышпен кесіп алмақшы болды. Кесу үңгірге шаң мен түтінді тарататын керемет күшті жарылыс жасайды. Бұл гиттерді оның аңды жеңген болуы мүмкін деп ойлауға мәжбүр етеді. Бірақ Орхан бұлай емес екенін біледі және қырағылығын жоғалтпайды. Шаң сейілгенде айдаһар ашулы айқаймен қайта көтеріледі. Бірақ мүлде жарақатсыз. Орхан гиттерге жаңадан келгендерді барлық жағынан жабуды және олардың ешқайсының зардап шекпеуін қамтамасыз етуді бұйырады. Ол айдаһардың назарын аударып жатқанда, Сельма бұл жағдайға сенімсіз болып көрінеді. Бірақ Орхан күлімсіреп, оған уайымдамауын айтады. Өйткені оның бұл жағдайды қалай шешуге болатыны туралы жоспары бар. Ол жаңадан келгендерге қаттырақ ұстауды бұйырады. Және осы сөздермен ол айдаһарға қарай жүгіреді. Ол бірден отты тынысын босатып, Орханға шабуыл жасайды. Ол соққылардан жалтарып, жүгіре бастайды. Назарын аудару үшін құбыжықты айналып өтеді. Ол қолынан келгеннің бәрін жасады. Сельма және басқалары Орханның айдаһармен өз бетімен күресуге бел буғанын ескерсек, оның шеберлігі мен батылдығына таңғалады. Сельма бұл дұрыс шешім, Орханға осы өлімші аңмен жалғыз өзі күресуге рұқсат беруме деп ойлайды. Бұл құдіретті батыр Альбертті өлтірген хайуан. Ол қазіргі уақытта Орханға көп көңіл бөлетінін және оған бірдеңе болса, оны құртып жіберетінін түсінеді. Орхан бірінен соң бірі шабуылдан жалтарып, тіпті айдаһардың шабуылдарының бірін тойтарып үлгерсе де, толығымен жеңіліске ұшырады. Бұған жауап ретінде қараңғы аңды одан сайын ашуландырған Логан мен София шағылысу сиқырын көргенде шошып кетті. Өйткені олар бұрын соңды мұндай нәрсені көрмеген. Бұл солай. Өйткені әлемдегі ең жақсы сиқыршылар да оны жеңе алмайды. Өйткені рефлексия сиқыры Орханның түпнұсқа жұмыстарының бірі болып табылады. Оның арсеналында шабуылдаушыға жасалған кез келген сиқырлы шабуылды кекпен қайтаратын заклинание бар. Алайда, оның ашуын келтіргені сонша. Айдаһардың қабыршақтары соншалықты қатты. Тіпті ол осындай керемет күшті отты зарядты жұтып қойғаннан кейін де
ол әлі де тік, мүлдем жарақатсыз тұр. Ол басқа амалы қалмағанын түсінеді және солай етеді. Енді тәуекелге бару керек. Ол бір уақытта 6 сиқырлы шеңбер құрып, өзінің әлеуетін арттыра отырып, мультикаст мәртебесін көтеруді жылдам пайдаланады. Сельма мұны көргенде қатты әсер етті. Өйткені тіпті жоғары деңгейдегі сиқыршылар да 3 сиқырлы шеңберден астам мультикасты пайдалануда қиындықтарға тап болды. Бірақ Орхун 6-ын терлемей пайдаланды. Ол көмектесу керек пе деп ойлайды. Өйткені ол өзінің статистикасын арттырғаннан кейін де Орханның құбыжықпен күресуге күші жетпейтін еді. Ол шешім қабылдамас бұрын, Орхан басқа статистиканы қолданбас бұрын, барлық статистиканы арттыратын екінші заклинанияны өзіне қолданады. Жалпы алғанда, ол өзінің статистикасын қатарынан 6 рет көбейтеді және 2 есе көбейтеді. Бұл гидті сөзсіз қалдырады. Өйткені бұл кез келген адам үшін мүлдем мүмкін емес. Егер мұны істей алса, Орхун супер саян сияқты жарқырай бастайды. Оның денесі найзағаймен және бәрімен қоршалған. Айдахар Саянның қолынан Фрисаға не болғанын білмейтін сияқты. Сондықтан ол Орхунға құйрық соққысымен шабуыл жасауға тырысады. Бірақ Орхан жоғалып, карнизге тез ілініп тұрғаны сонша, Сельма оны сол жерде телепортаж жасап жатқандай болды. Сельма Орханның шынайы әлеуетін түсінген кезде дірілдейді. Ол тарихтағы кез келген қолдаушы сиқыршының деңгейінен асып түсті және кез келген адамның сиқырды қалай көргенін қайта жасайды. Бір түпнұсқа сиқырды бірінен соң бірін қолданып, Орхан Пухты жерге түсіреді, бірақ оның мұрнынан қан кете бастайды. Ол өзінің сипаттамаларын адам әлеуетінен тыс арттырғанын біледі. Бірақ оның денесі әлі де адам болып қала береді және оның денесіне түсетін жүктемені көтере алмайды. Оның үстіне оның маназы өте тез таусылады. Өйткені ол бір уақытта 32 заклинание жасайды. Бұл тым көп жүктеме, оны ешбір заклинание ұзақ уақыт бойы көтере алмайды. Ол жеңіске жетудің жалғыз мүмкіндігі бар екенін біледі. Егер ол бар күшін салып, бұл жекті мүмкіндігінше тезірек аяқтаса, сондықтан ол Айдахарға қарай жүгіреді. Оның шабуылынан жалтарып, жоғарыдан шабуыл жасау үшін жоғары секіріңіз. Айдахар мұны түсініп, оны бірден құйрығымен құлатуға тырысады. Бірақ Орхун ақымақ емес және ол сүйенетін мана блогын жасай алады. Бұл Айдахарды оның шабуылын тойтаруға мәжбүр етеді. Логан шошып кетті және бұл оның тағы бір түпнұсқа заклинаниясының бірі ме деп ойлайды. Орхун өзінің сиқырлы конвергенция деп аталатын ерекше заклинаниясын қолданады. Ол мананы қоршаған ортадан шығарып, оны шағын аумаққа шоғырландыра алады. Оливердің қабілеті бірдей, бірақ ол оны тек шабуылда ғана пайдаланады және әр жолы Орхунға қорғаныс қалдырады. Ол тағы да Айдахарға қарай ұмтылып, оған тағы бір соққы бермес бұрын қылышының өткірлігін арттырады. Бұл жолы ол Айдахардың мойнына ауыр соққы беріп, оның қалың сауытын тесіп, таразының астындағы денесін жарақаттады. Айдахар саңырау соққымен құлап жатыр. Ал Логан мен София жеңісті тойлап жатқанда, қараңғы аң мәңгілікке жеңілді деп ойлады. Сельма бұлай ойламаған дұрыс екенін біледі және Айдахардың аздап жараланғанын түсінеді. Бірақ Орхан тепе-теңдікті қалпына келтіруге тырысып, Айдахардың қалпына келуіне бірде бір мүмкіндік бермеу үшін, шабуылын жалғастыру үшін жерге құлап бара жатқанда, оның шегіне жеткен сияқты. Ол бізге қосылып, Орханға көмектескісі келеді. Бірақ олардың руының ең мықты мүшелері бірігіп Айдахарға бір соққы бере алмағанын біледі. Сондықтан ол не істей алады? Айдахар бос отыр. Тағы бір рет артқа шегініп, Орхан мен оның арасында біраз қашықтық жасау үшін отты тынысыңызды пайдаланыңыз. Ол айналасына қара магия шоғырын бағыттап, Орханға сиқырлы найзалардың бұршағын жібермес бұрын. Олардың көпшілігінен аулақ болу үшін жылдамдығын пайдалануға тырысады. Орхун бәрі жарқын және бақытты болған күндерді ойлайды. Ол Оливермен көшеде алаңсыз ойнап жүргенде, бірақ бір күні бәрі өзгерді. Кейбір қарақшылар өз ауылдарына шабуыл жасап, өздеріне қымбат нәрсенің бәрін жойып жібергенде, олар дәрменсіз болып қалды және қоршаған әлем өртеніп жатқанда, олардың жағдайына жылаудан басқа амалы қалмады. Келесі күні таңертең олар тапқандарының бәрін жерледі және екеуі де күн сайын күшейіп, адамдарды және олар үшін қымбат нәрселерді қорғай алатын деңгейге жетуге ант берді. Сондықтан ештеңеде, ешкімде ұрлай алмайды. Енді олардан қашпа. Орхан шаң тозаңнан Айдахарға қарай шығып бара жатқанда, жақын арада болатын өлім алдында берілуден бас тартып, өзін өзі тамақтандыру үшін естеліктерін пайдаланады. Айдахар күшейе бастайды. Бұл осы уақытқа дейін көптеген авантюристерді өлтірген ең күшті шабуыл. Ол өлімнің өзі болып саналады. Орхан дайындалып жатыр. Ал Айдахар оған сиқырлы найзаларды атқанда, ол секіріп, олардың арасында маневр жасайды. Өйткені найза олардан бірнеше дюйм қашықтықта ұшады. Бірақ ол жарыса береді және әрекет жасамас бұрын назарын аудару үшін сиқырлы отты шарды атып тастайды. Мен Айдахардың басын кесуге тырысамын. Оның қорқыныштысы қылышпен ұру сәтсіз аяқталды. Өйткені Айдахардың қабыршақтары сынбайтын қалқан сияқты қатып қалады. Ол тез шегініп, өзін қорғау үшін алдынан қабырға жасамас бұрын сиқырлы найзалардың көпшілігінен жалтарады. Айдахар өрнегін өзгертіп, найзаларының бірін артқы жағынан шабуылдау үшін майыстырады. Бұл кез келген адамды өлтіруі мүмкін, бірақ Орхун соққыны тойтару үшін өзінің элахи рефлекстерін пайдаланып, найзасын өзінен лақтырып, өмірін сақтап қалды. Ол Айдахардан жалтарып, оған шабуыл жасау арқылы шабуылға көшеді.
оған жаңадан келгендерге шабуыл жасауға мүмкіндік бермеуге тырысады. Ол бұрын онымен бірге соғысатын командасы болғанын және олардың барлығының рөлдері әртүрлі болғанын ойлайды. Бірақ қазір ол мұнда жалғыз. Ол Айдаһарды жалғыз жеңуге және авантюрист болуға ант бергенін есіне алып, бұл ойларды бір жаққа қояды. Кез келген зынданда аман қалу үшін кез келген топ қажет емес. Осы сөздермен ол Айдаһарды керемет дәлдікпен бомбалауды жалғастыратын тұзақ картасын жасап, оған шабуыл жасауға уақыт береді. Оның сиқырлы конвергентті қылыш шабуылы Оливердің соңғы шабуылына ұқсайды. Айырмашылығы оның жүзі толығымен қара. Бірақ бәріміз білетіндей, сіз қара түске енгеннен кейін, сіз енді қайтып оралмайсыз. Ол шабуылды бастап, оны бар күшімен Айдаһарға бағыттайды. Айдаһардың шабуылына тойтарыс беріп, оны тікелей кеудесіне тигізеді. Алайда, олар жеңісті тойламай тұрып, Айдаһар қайтадан көтеріліп, шабуылға шығады. Бұл Орхунды бірінен соң бірі қашып, шабуылдардан жалтаруға мәжбүр етеді. Оның әуесқойлары таусыла бастады. Сондықтан ол өзінің статистикасын тағы бір рет арттыру үшін қалған мананы пайдаланады және Айдаһарға күшті соққымен шабуыл жасайды. Бұл оны құлатады. Бірақ Айдаһар әлі де аман қалды және қайтадан аяғынан тұрды. Орхун Айдаһардың да, оның да соңғы аяғында екенін түсініп, ентігіп жатыр. Тіпті оның қылышы да ұсақ түйекке ұшып кетеді. Содан кейін ол бұл жан-жақты шабуылды аяқтаймын, немесе оны жасауға тырысып, өлемін деп шешеді. Ол алдынан қараңғы тесік жасап, айналасындағы барлық энергияны жинап, екі қолымен ұстап, ұрысқа дайындалып жатқан жоғары концентрацияланған энергетикалық қылыш жасайды. Айдаһар дереу Орханға сиқырлы найзаларды жібереді. Бірақ Орхан қалған соңғы күшін барлық шабуылдардан жалтару үшін пайдаланады. Сонымен бірге Айдаһарды құлату үшін блоктау және шағылыстыру сиқырын қолданады. Ақырында ол шағылыстыратын заклинаниелердің бірін итеріп жіберді де, Айдаһардың басына соғу үшін өзінің ең күшті шабуылын пайдаланып, Айдаһарға қарай жүгірді. Бұл үлкен жарылыс жасап, айналасындағылардың бәрін шаң басып қалды. Шаң басыла салысымен Сельма Орханның әлі тірі екенін біледі. Қара Айдаһарды жалғыз өзі жеңген алғашқы адам болу арқылы тарихқа енді ғана енгенін түсінбей, ентігіп қылышына сүйенеді. Қара Айдаһар туралы хабардың кесірінен зынданның кіреберісіне көп адам жиналды. Бірақ әйтеуір Луна мен оның сұмдық серіктері дер кезінде жетіп, әйтеуір мүмкіндігінше көп адамды құтқарамыз деп үміттеніп, зынданның кіреберісіне жетті. Луна көрермендерге шетке кетуді бұйырады. Өйткені Қара Айдаһар бостандықта жүр. Бірақ ол көпшіліктің арасынан өтіп бара жатқанда, ол Қара Айдаһарды көргенде қазылған сияқты тоқтайды. Онымен бетпе-бет кел. Оливер оның соңынан еріп, жекпе-жекке дайын, қылышын жұлып алғанша шошып кетеді. Бірақ Луна оған сабырға келіп, шетке кетуін айтады. Ол құбыжықта бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Ал қалғандары келгенше, Қара Айдаһардың өліп қалғаны анық болады. Батырлар отряды бұған қатты таңғалды. Өйткені олар бұл аңды жеңуге қай жақтың күші жететіні туралы ойлана да алмайды. Бірақ олар шынымен де көп ойланудың қажеті жоқ. Өйткені Луна Орханның аяғынан әрең тұрып, барлық ауыртпалығын, қылышын көтеріп жатқанын байқайды және ол әбден соққыға жығылған көрінеді. Ол Орхан басқа авантюристермен бірге аңды жеңе алды ма деп ойлайды. Ол бірден оған емделу керек екенін айтады. Бірақ Орхан оған артқа шегініп, жай ғана тазалауды бастау керектігін айтады. Луна үнсіз қалды. Өйткені ол кештен қуылған адамға не айта алатынын білмейді. Бұл жағдайды жақсартуы мүмкін. Содан кейін оның назары Орхан үңгірге бірге кірген авантюристерге аударылады және ол мұндай ақылсыз құбыжықпен күрескеннен кейін олардың ешқайсысының денесінде сызаттар да жоқ екенін байқайды. Бірақ дәл осы сәтте ол оған жетеді. Орхан Қара Айдаһарды жалғыз жеңді. Ол өз ойына сене алмайды. Бірақ басқа түсініктеме жоқ. Бұрынғы командаластарының жанынан өтіп бара жатып, ақымақ танк Орхуннан Айдаһарға не болғанын сұрайды. Бірақ Орхун оны сенің құмарлығың сені елемейтіні сияқты елемейді де жүре береді. Әлсіз танк Орхунға сұраққа жауап беру үшін айқайлайды. Бірақ Луна оған үндемеуді бұйырады. Өйткені Айдаһарды жеңген Орхун екені анық. Танк оған ашуланып, кәдімгі еңселі тейт жанкүйері сияқты оған қарай ұмтылды. Бірақ ол жай ғана өзінің сиқырын пайдаланып, оны орнында тоңдырды және егер Оливер оларға төбелесті тоқтатуды бұйырмаса, оның бөксесін теуіп жіберер еді. Бұл кезде ол Орханға ашуланып қарап, оның көлеңкесінде қалғанына ашуланды. Сол түні София олардың 3 күндік экспедициясы кезінде болғанның бәрін есіне алды. Мен есеп жазғым келеді, бірақ ол тек Орхан туралы және оның қаншалықты керемет болғаны туралы жазалады. Ол оған команданың ең жақсы ойыншысы болу үшін сиқырдың негіздерін үйретіп қана қоймай, сонымен қатар аты аңызға айналған Қара Айдаһармен күресу арқылы оның өмірін сақтап қалғанын есіне алды. Бірақ ол баяндамасын аяқтай алмай жатып, бөлмеге шаршаған Сельма кіріп келді. Мен мұның бәрін таңертеңнен бері шешуден шаршадым. Ол бірден төсекке асығып, ұйықтауға дайын болды. Бірақ София оны моншаға апарып үлгерді. Онда Сельма Софиядан Орханның жекпе-жек стилі туралы не ойлайтынын сұрайды. Өйткені ол оны түсіне алмайды. Оның ойынша, Орхан керемет күшті және түпсіз күшке ие. Ол тіпті оған тең келе алмайды. Бірақ Софияның бұл мәселеге көзқарасы басқаша болды. Ол Орхунның қарапайым нәрселерді жақсы меңгергені сонша,
оның денесі мен дағдыларын барынша тиімді пайдалану арқылы аңызға айналған нәрселерді жасауға қабілетті екенін сезінгенін түсіндіреді. Ол Орхунның өз тобына ең жақсы жекпе-жекті қалай үйреткенін түсіндіреді. Бұл олардың рөлі және ол дәл осындай нәрселердің өзінің жекпе-жек стилінде де қолданылатынын байқады. Айырмашылығы: Орхан өзінше сиқыршы, емші, танкист және семсерлесуші ретінде әрекет етті. Бұл Сельмаға өте қажет ақпаратты береді және ол Софияға көмектескені үшін алғысын білдіреді. Келесі күні таңертең Орхан ауырып оянады. Оның бүкіл денесі қатты ауырады. Ол ең болмағанда жүру үшін өзіне ауырсынуды басатын сиқыр жасайды және Сельманың өзіне қарай келе жатқанын байқаған кезде киіне бастайды. Ол оны асханада қарсы алу үшін төмен түседі. Олар отырып, бір шыны қара кофе ішіп сөйлеседі. Ол Орханнан қазір өзін қалай сезінетінін сұрайды. Ол оның жағдайы жақсы екенін айтады. Ол тіпті ең қарапайым нәрселерді жасау үшін де көптеген ауырсынуды басатын дәрілерді қабылдайтынын айтпағанда, кенет Сельма орнынан тұрып, төмен иіліп тағзым етті. Орхунға оның және барлық жаңадан келгендердің өмірін сақтап қалғаны үшін, экспедицияның сәтті өткеніне және ешқандай қиындықтардың, құрбандықтардың жоқтығына көз жеткізгені үшін алғыс айтты. Орхун оған бұл туралы алаңдамау керектігін айтады. Бұл командалық жұмыс болды. Содан кейін Сельма одан гильдия ғимаратына онымен бірге баруға болатынын сұрайды. Өйткені олардың гильдия жетекшісі онымен сөйлескісі келді. Орхан келіседі. Өйткені оның басқа шаруасы жоқ. Екеуі де гильдия ғимаратына барады. Онда олар диванда ыңғайлы отырған немқұрайлы басшыны табады. Ол бірден іске кірісіп, Орханнан қосылғысы келетінін сұрайды. Түнгі аспанның күміс қояндары олардың ең күшті тобындағы бірінші қатардағы шабуылшы. Сонымен қатар, ол күнделікті операцияларды жақсырақ басқара алуы үшін оны кландық лейтенант етіп тағайындауды ұсынады. Орхун есеңгіреп қалды. Өйткені лейтенант атағы көп нәрсені білдіреді. Және әдетте кланның ең көне және әдетте негізін қалаушы мүшелеріне беріледі. Бұл мүмкіндікті кез келген адам пайдалана алады, бірақ Орхун бәрі бірдей емес. Сондықтан ол ботаниктен оған қуана беретін шешімді қарастыруға біраз уақыт беруін сұрайды. Қайта оралсақ, Орхун бүкіл әңгімені қайта қарастырады. Өйткені ол әлі күнге дейін әлемдегі ең жақсы кландардың бірі, олардың ең жақсы партиясын басқарғанын қалайтынына сене алмайды. Клан жетекшілерінің бірі бол. Ол өзінің сауыт сайманын жасап жатқан қариямен сөйлесуді ұйғарып, одан өз үлесін қосуын өтінді. Орхан әлі де ескі командаластары сияқты оны пайдаланып, лақтырып жіберуден қорқады. Бірақ қарт жай ғана күліп, оған үнемі ондай ема болмауды бұйырады. Олар тағы біраз сөйлеседі. Бірақ содан кейін Орхан авантюристер гильдиясынан қоңырау шалып, кездесуге шақырылады. Сондықтан ол гильдия мүшелерінің тергеу комиссиясында отырғанын білу үшін сол жерге барады. Гилдмастер Орханнан 50 қабатта қара айдаһардың пайда болғаны рас па деп сұрағанда, ол өз орнын алды. Ол жерде онымен жалғыз күресуге тура келді. Орхан келіскендей басын изеді. Бірақ дерек оның үлкен бөксесін ашып, оны әлсіретіп қойғанын айтады. Бұл айдаһардың қашып кетуіне себеп болды. Ал Орхун өлімге соққы беріп, өзінің жеңісін жариялай жаздады. Енді оның өмірін сақтап қалғаны және оны бір түнде танымал еткені үшін ризашылық білдіруі керек екенін айтып, олардың арасында сөйлеседі. Орхун жай ғана оларға қарап, ақымақ ауыздарын жабуды бұйырады. Бұл деректің ашуын келтіреді. Бірақ оның қолынан бәрі келеді. Өйткені Луна оған тез арада орнына отыруын айтады. Орхун шабуылға шығып, Оливерге бұрылады. Мен оның кешіне жаңа сиқыршы жалдағаннан кейін бірден 92 қабатқа неліктен барғанын сұраймын. Ол Оливер бұл қабатта бірнеше рет болғаны үшін тым сенімді болды ма деп сұрайды. Орхан олардың жеткілікті күшті емес екенін бірнеше рет ескерткенін айтады. Өйткені олар әрқашан бұл деңгейден өте алмай қиналады. Сондықтан ол жоғары қабатқа көтерілмес бұрын тағы біраз жаттығу жасағысы келді. Ол сондай-ақ олардың командаластарының бірін жоғалтып ала жаздаған сәттері болғанын және бұл миы бар кез келген адамға ерте ме, кеш пе сәттілік олардан бас тартатынын үйрету керек екенін айтады. Оливер жай ғана жайбарақат көрінеді және олар оның кесірінен әлсіздік танытты деп жауап береді. Сондықтан олар бөлмеден әрең шығып үлгерді. Сондықтан олар жаңа сиқыршыны жалдады. Ол шеберлігі жоғары сиқыршының көмегімен олар тереңірек жүре алатынын айтты. Орхун қазіргі уақытта жұмыстан шығарылғанына тіпті ашуланбағанын айтады. Оны ең қатты ашуландыратыны Оливердің сиқыршыларға олар шынымен лайық құрмет көрсетпеуі. Оливер сиқыршы болу өте оңай екенін айтады. Өйткені олар қауіпсіз жерде отыру керек және жай ғана олардың командаластары үшін әуесқойлардың таусылып қалмауын қамтамасыз ету керек. Орхун ашуланып, орнынан тұрып, оларға әуесқойларының таусылатын уақытын дәл айтып береді. Ол әр адамның өз буф таймері бар екенін айтады және сиқыршы олардың әрқайсысын есте сақтауы керек. Осылайша оларды уақытында пайдалана алады. Сонымен бірге командалар береді және ұрыс барысын талдайды. Осының бәрі болып жатқанда, Сельма бақшада отырып, экспедиция кезінде болған оқиғаның барлығын ой елегінен өткізеді. Ол өз компаниясында Орхан сияқты біреудің болғанын қалайды. Бірақ ол алдыңғы кеште басынан өткен оқиғадан кейін Орханның командаластары болғысы келеме деп ойлайды. Оның үстіне қазіргі уақытта Хидос пен Ти тіпті командаластарын қалайды. Өйткені ол кез келген нәрсені жеңе алатын бір адамдық армия. Ол қара айдаһармен шайқас кезінде оған бірнеше баф беруге тырысқан сәтін есіне алады. Бірақ ол оған оны шатастырып алу үшін ештеңе істемеу керектігін айтты. Бұл оны олардың тобына қосылса да, ол оған тек салмақ түсіретініне сендірді. Ол өз ойын одан әрі тереңдете алмай тұрып, София, Логан және Керал оған жүгіріп келіп,
Орханның қайда екенін сұрады. Өйткені олар онымен гильдияға кіру туралы сөйлескісі келеді. Сельма Орханға команда керек пе деген сұрақ қоятынын айтып күрсінеді. Өйткені олардың барлығы салмақ өлшейтін болады. Ол бәрібір оны көтере алмайды. Логан және басқалары бұл туралы бұрыннан білетіндерін айтады. Бірақ бір күні онымен бірге күрескенде олар бірте-бірте күшейе түседі және ол ақырында оларды жолдастары ретінде мойындауға мәжбүр болады. Сельма бұл туралы мұндай көзқараспен ойламады және балалардың дұрыс екенін түсінеді және ол жай ғана Орханнан сабақ алып, одан да жақсы адам бола алады. Ол оларға оны гильдия ғимаратынан табуға болатынын айтады және олар бірден іздеуге асығады. Гильдия ғимаратында Орхун ақыры сыртқа шығады. Ал гильдмастер мәжбүрлеп қатысқаны үшін жаза тағайындау туралы шешім қабылдайды. Қарбалас көшелерге бұрылып бара жатып, ол София мен оның бандасының өзіне қарай жүгіріп бара жатқанын байқап, олардың не істеп жатқанын бірден түсінеді. Ол тез арада жақын маңдағы аллеяға сүңгіп кетеді де, олар оның соңынан еріп, онымен сөйлескісі келетінін айтып жүгіре береді. Ол қандайда бір жолмен өзінің сиқырлы блоктарына секіріп қашып құтылғаннан кейін, әйтеуір оған күлетін қарттың дүкенінде жасырынып үлгереді. Ол көп балалардан қорқатын сияқты. Орхун оларды ренжіткісі келмейтінін айтып, қазіргі уақытта ешбір партияға қосылғысы келмейтінін айтады. Қария Орханның әлі де өз орнын іздеп жүргенін білетінін, бірақ мұны жалғыз істеудің қажеті жоқ екенін айтады. Сол түні Орхан жалғыз қалу үшін жартасқа шығып, қарттың айтқанын ой елегінен өткізді. Ол кенеттен Софияға тап болғанда, ол бұл жерді өзінің сүйікті жері деп жариялады. Өйткені ол осы жерден айды өте жақсы көре алады. Ол төмен иіліп, Орхунға өткен күні олардың өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтады. Содан кейін Орхуннан түнгі аспанның күміс қояндарына өзі қалағандай қосылуын сұрайды. Онымен одан да көп жұмыс істеу үшін. Орхун оған жауап бермейді. Бірақ гильдия ол үшін нені білдіретінін сұрайды. Ол гильдия оған жақсы естеліктер сыйлағаны сонша, ол оның туған үйіне айналды деп жауап бермес бұрын біраз ойланады. Міне, оның орны. Бұл Орханға қатты әсер етті және ол бірден шешім қабылдады. Келесі күні таңертең ол түнгі аспанның күміс қояндарының жетекшісімен кездесуге барды және ботаникке оның гильдияға қосылу туралы ұсынысын қабылдағысы келетінін айтты. Менің ойымша, Сельма бірдеңенің артына тығылып қалды. Өйткені ол бірден шығып, оған форма беріп құттықтады. Осы сөздермен ол сыртқа шығып, Софияны және басқаларды көреді. Олар оның бұл лауазымға шынымен келіскенін білгісі келіп, тынысы тарылып, оған қарай жүгіреді. Ал Орхан олармен бірге жаңа шытырман оқиғаларға барғысы келетінін айтып, жай ғана жымиды. Осыдан кейін бір түнде ол бала кезінде Оливермен төбелескенін армандады. Ал оларды батыр еткісі келетін адамдар олардың соңынан еріп, әр қимылын байқады. Оливер қатты күйзеліске түскен сияқты, өйткені ол өзінің ең жақын досымен күресіп жатыр. Ал Орхун бұл туралы әлі де сабырлы, бірақ ақырында қарусыздандырылды. Ол жымиып, Оливердің тым күшті екенін және оны жеңе алмайтынын айтып, еденге қатты қағып жатыр. Оливер ашуланып жауап береді. Ол Орханның одан әлдеқайда күшті екенін біледі және ол оны бұрын әрқашан жеңген. Орхан енді онша күшті емес екенін айтады. Ал Оливер одан әлдеқайда бұрын асып түскен. Оливер әлі де бақытсыз, бірақ бұл туралы ештеңе істей алмайды. Сондықтан ол Орханға ашумен қарайды. Бірақ басқа сөз айтпай кетіп қалады. Орханның досы болған Сион есімді ақ шашты қыз жүгіріп келіп, оның жағдайы жақсы ма деп сұрағанда, Орхан жерде жатып қалады. Орхан орнынан тұрғанда күлімсіреп, оның жағдайы жақсы деп жауап берді. Бірақ сені осылай ұрып, соғып жатқанда, оны көргеніне ұялатынын айтты. Сион оның ойынша, ол ерлікпен шайқасты және бұл процесте өте керемет көрінді деп жауап береді. Оның үстіне, ол Орхун өзінің шынайы күшін ашса, оның не істей алатынын білетінін айтады. Бірақ Орхун енді мұны істей алмайтынын айтады. Оның жүрегі әлсіз болғандықтан және денесі бұдан былай шыдай алмайтындықтан, Сион бір күні онымен күресуге көмектесемін деп уәде береді. Бірақ Эпштейннің файлдары сияқты, оның сөздері оның жадынан өшіріліп, оның нақты не туралы айтқанын есіне түсіре алмайды. Екеуі қалай бір тұтас болды және олар бірге не істеуге уәде берді және ол қайда жоғалып кетті. Алайда, Сион патшалығының арғы жағында әлі тірі және қазір күлттің бір бөлігі болып табылады. Онда ол 3 адамнан тұратын топты басқарады. Олар 5 күшті шытырман оқиғалы отрядқа бірігеді. Өйткені оларға тиесілі емес еді. Бұл олардың секталық тобы. Авантюристердің бәрі өлгеннен кейін олар алға жылжуды ұйғарды. Бірақ кенеттен оның алдынан ақ халатты жігіт шығып, оған культ жетекшілері солтүстікте белгісіз жігіттің пайда болғаны туралы хабар алғанын айтты. Патшалық қара айдаһарды жалғыз жеңді. Ал Сионға бұл адамды іздеуге бұйрық берілді. Ол оны өз сектасына тартуға тырысуы керек. Бірақ егер жігіт бас тартса, олар оны дереу өлтіру керек. Сион бұл туралы ойланып, оның Оливер болуы мүмкін емес екенін түсінеді. Өйткені ол белгісіз жігіт деп аталу үшін тым танымал және бұл кім болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ бұл оған онша маңызды емес. Өйткені егер ол олардың күлкіне қарсы шықса, ол оны сол жерде өлтіреді. Осы сөздермен Сион мен оның отряды оның өлтіргісі келетін адам, оның бала күнгі досы Орханнан басқа ешкім емес екенін білмей, солтүстік патшалыққа қарай жылжи бастайды. Оның отрядындағы қызғылт шашты жігіт солтүстік патшалықтың әлі де шіркеудің бақылауында екенін айтады. Сондықтан олар не істеп жатқанына өте мұқият болу керек.
Өйткені егер олар табылса, олар ұсталып, түрмеге жабылуы мүмкін. Бұл зындандар Сион олардың тыныш және жасырын болу керек екеніне келіседі. Бірақ сонымен бірге оның бұл миссияға қатысты бір түрлі сезімі бар және ол мұның бәрі жақын арада аяқталады деп үміттенеді. Өйткені ол патшалықтың бұл бөлігіне барғысы келмейді. Ол бүкіл балалық шағында Орханға ғашық болып, шіркеудегі қарттар оны өзі өлтіретіндей күйге түсірді деп алданып қалған екен. Бұл жаңалықты естіген күні ол оған берген барлық уәделерін, олардың әрқашан бірге болатынын және онымен әрқашан қатар күресетінін ойлағанда жүрегі елжіреп қалды. Сол күні ол қолынан келгеннің бәрін жылап жіберді. Оның қаны қайнап жатқан ашудан тамырына сіңіп кеткенше және ол ешқашан бұрынғыдай болмады. Сол күннен бастап ол шіркеу мен оның халқының жойылуына саусақтарымен қараймын деп шешті. Бұл Орханның өліміне әкелді. Бұл арада Орхан түнгі күміс қояндардың барлық аға мүшелерімен кездесуде, онда ботаник көсемі төрт көзді Орханмен таныстырады. Барлығына ол олардың экспедициясының сәтті өтуінің басты себебі болды деп мәлімдейді. Сонымен қатар ол солай. Бұл барлық жаңадан келгендердің, тіпті олармен бірге келген гиттердің де аман қалуының жалғыз себебі. Өйткені ол қара айдаһарды жалғыз өзі жойды. Ботаник басқаларға Орханның қабілеттеріне сенетінін және оны лейтенант шеніне дейін көтеретінін айтады. Осылайша ол өткен жылы сол айдаһармен шайқаста қаза тапқан сүйікті кейіпкері Альберттің орнын алады. Оның айтуынша, егер біреуде бұл туралы қандай да бір мәселе туындаса, олар дәл қазір сөйлей алады. Сондықтан сөз қартқа тиесілі. Орханның топ жетекшілерінің бірі болуында ешқандай проблема жоқ екенін айтып, орнынан тұрыңыз. Бірақ Орхан мұның нені білдіретінін біледі ме және ол өзі болғаннан кейін дұрыс шешім қабылдауға қабілетті екеніне сенеді ме деп сұрайды. Лейтенант, ол тек өз өміріне ғана емес, сонымен бірге онымен бірге жұмыс істейтін адамдардың өміріне де жауапты болады. Ол көптеген адамдардың өмірі осы румен байланысты екенін айтады. Сондықтан оның кез келген шешімі бүкіл руға әсер етеді және көптеген ру мүшелері үшін олардың өміріндегі жалғыз нәрсе рудың өзі. Сондықтан олардың міндеті әрқашан рудың игілігі туралы ойлау, тіпті егер олар бұл процесте қиындықтарға тап болса да, Орхан Сионға берген уәдесін есіне алады. Және оның санасында тағы да көптеген ауыр естеліктер пайда болады. Бұл оның бүкіл өмірін руға арнай алмайтынын түсінуге мәжбүр етеді. Ол шыншылдықпен жауап береді және қарт ақымаққа олардың көпшілігіне ұқсамайтын өмірі бар екенін айтады. Сондықтан ол бәрін руға арнай алмайды. Жиналысқа қатысқандардың бәрі шошып кетті. Тіпті Сельма да мұны ешқашан күте алмады. Қарт ашуланып, жаңа ғана айтқан мәлімдемесі оны лейтенант Шенін былай қойғанда тіпті ру мүшесі болу құқығынан айыратынын білесіз бе деп сұрайды. Ол мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Ал Орхан оның осында екенін айтады. Өйткені ол өзіне қымбат кез келген адамды қорғайтынын біледі. Селмер Орханның рудың өзіне мән бермейтінін, бірақ оның мүшелерін қорғағысы келетінін түсінеді. Қария әлі де абдырап қалды. Сондықтан Орхан оған жолдастарын қорғау үшін қолынан келгеннің бәрін жасаймын деп түсіндіреді. Бірақ бұл оның қолынан келгеннің бәрі уәде, артық та, кем де емес. Қарт адам ақыры бас тартты. Ал ақымақ проблемасы жоқ адамдарға дауыс берді. Орхан қаласында мен лейтенанттардың бірі боламын. Бұл Орханның үлкен жеңісі. Өйткені ол қазір түнгі аспанның күміс қояндарының атақты лейтенанттарының біріне айналды. Сельма оны өзі кіретін бірінші бөлімшемен таныстыру үшін дәлізге апарады. Бірақ олар оған жетпес бұрын қыз Сельманы жаңа лейтенантпен сөйлескісі келетінін айтып, артынан шақырады. Сельма күлімсіреп, қызды менеджмент бөлімінде жұмыс істейтін Стелла деп таныстырады. Стелла Орханнан басқа адамдарға сабақ бере алатынын сұрайды және оның көмектесуін қалайтын жаңа партиясы бар екенін айтады. Сельма бұл жақсы идея деп ойлайтынын айтады. Бірақ Орхан бұл бір бөлімде қандай да бір мәселе туындайтынын сұрайды. Бірақ Сельма оған уайымдамау керектігін айтады. Өйткені оның бос уақыты батырлар кешіне барғанға қарағанда әлдеқайда көп болады. Стелла оған осы кеш туралы әңгімелейтін материалдарды жіберетінін және осы сөздермен қашып кететінін айтады. Сельма оны бөлмелердің біріне апарады. Сонда ол бірінші жасақпен кездеседі. Олардың барлығы үстелге отырады. Ал көк шашты қыз алдымен өзін қызыл шашты қыз деп таныстырады. Бұл Рейн, ол кештің басты сиқыршысы. Орхан топтың ең үлкені болғанына қарамастан, оның көрсететін ештеңесі жоқ екенін байқайды. Рейн өзіне сенімсіз болып қалады. Бірақ Блонди оның есімі Отис және емші екенін айтып, басымдыққа ие болады. Соңғы қатысушы ұзын бойлы, ақ шашты жігіт. Ол Уилл есімді барлық адамдарды жинайтын шығар. Ол топтың қорғаушысы және өзін қорғаныс танкі сияқты ұстағанды ұнатады. Ақырында Орхун өзінің назарын Сельмаға аударады. Ол өзін тағы да ресми түрде сиқыршы және топ жетекшісі ретінде таныстырады. Орхун бұдан былай оның қаруластары болатынын түсінеді. Олар ол үшін күресуге және қажет болған жағдайда ол үшін өлуге дайын болады. Формалдылықты сақтау үшін ол орнынан тұрып, өзін Орхун деп таныстырады. Қазір осы партияның алдыңғы шебінде. Уилл олар Альберттен айырылғаннан бері оны осы лауазымға ауыстырғанын айтып жымиды. Бірақ ол бұл рөлді өте жақсы орындай алмайды. Сельма оған өзін ресми түрде ұстамауды және жай ғана босаңсуды айтады. Бірақ Уилл одан қара айдаһарды қалай өлтіргенін сұрағанда, ол тіпті отыра алмады. Сельма Орханның өзін жайлы сезінбегенін байқайды.
сондықтан ол қаламаса, бұл сұраққа жауап бермеуі мүмкін екенін айтады. Бірақ Орхан өз партиясының мүшелерімен бір бетте болуы үшін ақпаратпен бөлісу керек екенін айтады. Орхан түсіндіруді бастайды және Айдаһарды өз бетімен жеңе алуының басты себебі ол жасаған екі түпнұсқа заклинание екенін айтады. Рейн Орхунның түпнұсқа заклинаниелерді жасағанын білгенде қатты таңғалды. Бірақ ол өзінің алғашқы түпнұсқа заклинаниясының әсер ету деп аталуын жалғастырады. Бұл кез келген жабдықтың немесе сиқырдың әсерін 100 есе арттыра алады. Ал екінші заклинание бұл көмекші сиқырдың және кез келген күшейткіштердің әсерін күшейту үшін бірнеше рет қолдануға болатын заклинание. Ол Айдаһармен күресу кезінде өзінің күшейткіштерін 32 есе арттырғанын айтады. Бұл Рейнді де, Отисті де таңғалдырады. Олар бұл заклинание оған кез келген адамға қарағанда үлкен артықшылық береді деп мәлімдейді. Ол бұл заклинанияны тек өзіне ғана қолдана алатынын айтады. Бірақ сонымен бірге пайдаланушыға түсетін жүктеме соншалықты ауыр, ол оны ұзақ уақыт бойы көтере алмайды. Ол тіпті Қара Айдаһармен жекпе-жектің тым ұзаққа созылғанын және оның соңында қатты күйзеліске ұшырағанын, өте нашар күйде болғанын есіне алады. Отис егер ол соншалықты күшті болса, бұл оның кез келген рөлді ойнай алатынын білдіруі керек деп сұрайды. Бірақ Орхун қанша тырысса да, тек орта деңгейдегі сиқырды қолдана алатынын айтады. Бұл олардың барлығын таңғалдырады. Ал Сельма мұның қалай мүмкін болатынын сұрайды. Өйткені ол сиқыр туралы өз сиқырларын жасау үшін жеткілікті білетіні анық. Орхан неге озық сиқырды қолдана алмайтынын өзі де білмейтінін айтып, көзін төмен түсіреді. Бірақ соған қарамастан, оның бастапқы сиқырлары оның кемшілігін жасырады. Бұл оны мүлдем пайдасыз етпейді. Сельма олардың барлығы жақын арада топ болып жұмыс істеуге және ырғаққа ену үшін зынданға баратынын айтады. Бірақ Орхан бұған дейін қылыш алу керек екенін айтады. Рейн әлі күнге дейін жаңа қылышқа тапсырыс бермегеніне таң қалады және жаңа қылыш жасау үшін көп күн қажет екенін айтады. Бірақ Орхан дүкенге кіріп, оны сатып алу үшін жай ғана дайын қылышты пайдаланып жатқанын айтады. Олардың бәрі бұған таң қалды, өйткені жаңадан келгендердің шытырман оқиғалары дәл осындай қаруды пайдаланады және олар Айдаһар өлтірушінің оның орнына тапсырыс бойынша жасалған бұйымның біреуін пайдаланып жатқанына сене алмайды. Олар оны өз руы үшін барлық қаруды жасайтын темір ұстасына сүйреп апарады. Бірақ темір ұстасы Орхан сияқты деңгейдегі адам үшін зынданның ең терең қабаттарынан бір затты алу керек деп санайды. Бірақ Орхан оған уайымдамау керектігін айтып, терең зындандардан алған артефактілер үйіндісін, соның ішінде Қара Айдаһардың таразысын алып шығады. Бүкіл компания бірден қатып қалады. Ал Орхан ескі жараны бөлшектеуде қателескенін түсінеді. Ол олардың дәл осы Айдаһардан жеңілгенін және осы процесте өте қымбат партия мүшелерінен айырылғанын есте ұстауы керек еді. Ол кешірім сұрауға тырысады. Бірақ Рейн пістіден айығып, Орханға Қара Айдаһардың таразысы қылышты Айдаһар өлтіруші иеленуге лайық ететінін айтады. Оның өзі 1-2 күн өтті. Бір күні таңертең Сельма оларға берілген тапсырманы талқылау үшін топ жиналысын ұйымдастырады. Барлығы өз орындарына жайғасып жатыр. Бірақ Орханның жақын арада зынданға қайта сүңгуге баратын топқа қайта оралуы әлі де біртүрлі болып көрінеді. Оның жеке шығармашылықпен айналысуға бел буғанына көп болғаны сонша, ол бұл сезімді мүлде ұмытып кетті. Сельма кездесуді шытырман оқиғаларды басқару бөлімі оларға қойдың улы терісін жинауды тапсырғанын және олар топтық жұмысты орындау үшін 86 қабатқа баратынын айтудан бастайды. Орхан бұл партияның 94 деңгейден асып кететініне көз жеткіземін деп өзіне ант береді. Осылайша олар өздерін мақтанышпен батырдың партиясымен тең деп атай алады. Сәл кейінірек олар төменгі зындандардың бір бөлігі болып табылатын 86 қабатқа көтерілді. Бірақ ол жерде әдемі пейзаж бар. Бәрі соншалықты әдемі көрінеді. Авантюристер өздерін еркін сезінеді. Сондықтан бұл деңгей өте қауіпті және олар қырағылығын жоғалтпау керек. Сельма оларға пейзажға алаңдамауды айтады. Өйткені бұл деңгейде жердегі Айдаһарлар көп және олармен күресу қауіпті болуы мүмкін. Қалай болғанда да, олардың мұндағы басты мақсаты Орханмен командалық жұмысты жаттықтыру. Сельма Уилдың міндеті құбыжықтың назарын мүмкіндігінше ұзақ уақытқа аудару. Ал Рейн тылдан шабуыл жасау болады деп негізгі рөлдерді бөледі. Өзінің жарылғыш сиқырымен Отис шабуылға қосылып, оның барлық емдік сиқырының кез келген уақытта пайдалануға дайын екеніне көз жеткізеді. Сельма барлығының үнемі формада болуын жеке өзі қадағалайды және ол барлық бұйрықтарды өзі береді. Ал Орхан олардың исі және шабуылшысы болады. Ол алдыңғы шептерді алып, құбыжықтарға ең көп зиян келтіреді. Отис Орханға бұрылып, оның барлық құбыжықтарды өз бетімен жеңе алатындай күшті болуы мүмкін екенін айтады. Тіпті Уилл де бұған келіседі. Олар тек оған кедергі келтіреме деп ойлайды. Сома Орханға бұрылып, егер ол жалғыз шабуыл жасағаны дұрыс деп ойласа, онда оның да онымен ешқандай проблемасы жоқ екенін айтады. Бірақ Орхан бірден өзінің осы команданың бір бөлігі екенін және оның барлық бұйрықтарын орындайтынын айтады. Оның үстіне, олардың бүгінгі басты мақсаты командада қалай дұрыс жұмыс істеу керектігін үйрену. Ол үшін олар топ болып жұмыс істеп, бір-бірімен қарым-қатынас жасау керек. Сельмер Орханның айтқаны дұрыс екенін және оның өте ақымақ ұсыныс жасағанын түсінеді. Бірақ ол өз ойын жинап үлгермей жатып,
олардың бағытына алып, от шары ұшып кетті. Сельма бұл кезде мүлде есінен танып, тіпті орнынан қозғалмады. Бірақ Орхун аяғынан тым епті және барлық командаластарын бір уақытта құтқару үшін қорғаныс қабырғасын пайдаланбас бұрын бірден шетке шығып кетеді. Ол мұның жер айдаһарының ісі екенін бірден түсінеді. Бірақ ол көзге көрінбейді. Яғни олар керек болады. Алдымен оны табыңыз. Отис алға шығып, Орханға уайымдамауын айтады. Өйткені ол мұны істей алады. Өйткені оның сиқырлы бақылау деп аталатын ерекше қабілеті бар. Бұл оған шабуылға ұшыраған аймақта қалған сиқырлы аураға негізделген жаулардың нақты орнын анықтауға көмектеседі. Ол аумақты сканерлей бастайды және бұталардың артына тығылған жауды тез тауып алады. Ол құбыжықты сыртқа шығаратын зымыран тасығыш сияқты қабілеттерінің бірін пайдаланады. Уилл өз үлесін қосуға дайындалып жатқанда, құбыжық оларға қарай жүгіре бастайды. Уилл де оған қарай жүгіреді. Ал Сельма күлімсіреп, Орханның оның күшін көргені жақсы деп мәлімдейді. Олардың командасының күші. Рейн өзінің сиқырлы шабуылын зараттап жатқанда, Уилл аңға қарай жүгіреді. Құбыжық өз қалауынша тағы бір отты шарды шығарады. Бірақ бұл жолы ол дайын және отты шарды еш қиындықсыз екіге бөледі. Құбыжық өз қалауынша тағы бірнеше отты шарларды атып тастайды. Бірақ олардың пайдасы жоқ. Өйткені Уилл оларды екіге бөліп тастайды немесе жалтарып кетеді. Ол еш зиянсыз қашып кетеді. Құбыжықты дұрыс позицияға тартқаннан кейін Уилл артқа шегінеді. Ал Рейн өзінің тұзақ карталарының бірін пайдаланып, құбыжықты ядролық қарумен ұрып жатқанда, оның жарлы сиқыры тіпті Орхан да таң қалды. Өйткені олар керемет жұмыс істеді және айдаһармен тез айналысты. Орхан Уиллге және оның алып найзасына қарап, оның шабуылдарды жай ғана тойтарып қоймағанын түсінді. Шын мәнінде, ол сондай-ақ олардың ішіндегі сиқырды толығымен жойып, оларды жоққа шығарды. Сонымен қатар, Рейн ядролық бомба сияқты арнайы сыныптағы сиқырлы шеберлікті соншалықты оңай және жылдам пайдаланғаны сонша құбыжықтың әрекет етуге уақыты да болмады. Кез келген кастерге дәл осындай шабуылды жасау үшін 2 есе көп уақыт қажет болады. Отис те керемет болды. Оның жауларын іздеу қабілетін ескере отырып, жедел уәкілдердің жақын арада оларға шабуыл жасауының нақты мүмкіндігі жоқ. Және олардың барлығын біріктіретін Сельма, ол бұрын соңды көрген ең жақсы және үйлесімді топтардың бірін құрады. Орхун Сельманың бетіне олардың бөлімшелеріндегі барлық адамдар оған әсер еткенін айтады. Бұл оның қызаруына себеп болды. Бірақ ол жауап бермей тұрып, дауыс шықты. Қатты гүріл олардың назарын аударады және олар жерден тағы 2 жер айдаһарының көтерілгенін көру үшін бұрылады. Олар ұйықтап, ұрысқа асығады. Сельма бұл өте жақсы деп санайды. Өйткені олар енді командалық жұмысты дұрыс орындай алады. Уилл де, Орхан да шабуылға дайындалып, айдаһарларға ең жоғары жылдамдықпен жүгіреді. Бірақ Орхан ортада тоқтап, бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, бұрылып, бос өріс болып көрінген нәрсені ату үшін өзінің тас жебе сиқырлы сиқырын пайдаланады. Оның түйсігі дұрыс болып шықты. Өйткені оның сиқырлы таспақа құбыжығы жақын жерде жасырынып, Сельма мен қыздардың артынан бұқтырмадан шабуыл жасау үшін ақырын жол тартты. Орхунның араласуы оларды апаттан құтқарды. Бірақ бәрібір жағдай жақсармады. Өйткені олар қазір жердегі 2 айдаһар мен бұрындалған құбыжық таспақаның арасында қалып қойды. Сельма құбыжық таспақаның керемет күшті қабығы бар, бірақ өте баяу. Бұл оны өте қауіпті етеді деп мәлімдеп, команданы бірден өз қолына алады. Заклинание жасаушылар үшін басты нысана. Ол Рейн мен Отиске таспақамен күресуді бұйырады. Ал Уилл мен Орхан жердегі айдаһарлармен олар шабуыл жасайды деп алаңдамай күресуі керек. Таспақа оларға бір кездері шабуыл жасаған. Орханға бұл өте ұнайтын сияқты. Өйткені Сельманың нұсқаулары мен шешімдері анық және түсінікті болды. Бұл оны сенуге және ұстануға болатын адамға айналдырды. Айдаһарлар Орханға қарай жүгіре бастайды. Оған отты шарларын атып жібереді. Бірақ Уилл олардың арасында тұрып, өтпейтін қабырға сияқты әрекет етіп, отты шарларды жарып өтіп, олардың назарын аударады. Ал Орхан олардың жанынан өтуді шешеді. Жақсырақ бұрыш алу үшін. Орхан бұл кештің өзі қалағандай өтіп жатқанын, бірақ олардың бәрі бірдей болғанын түсінеді. Олар қандай да бір бұйрықты орындауға ерінетін. Ол позицияны ұстанады және өзінің өткірлігі мен күшін арттыру үшін өзінің сиқырлы әуесқойларын пайдаланады және бұйрықтарды күтеді. Сельма оған айдаһарлардың позициядан шығып кету үшін 5 секунд күтуін, содан кейін Уилл мен бір уақытта шабуыл жасауын айтады. Орхун Уиллдің азғырып шабуыл жасау үшін қолайлы сәтті күтеді. Тас айдаһарлардың артынан шығып, содан кейін қайта секіріңіз. Ал Орхан айдаһарларды 2-ге бөліп, оларды бірден өлтіру үшін ауа кескішті пайдаланады. Бұл уақытта қыздар бірге таспақаны найзағайдай жылдам шабуылмен, содан кейін оттың жарылуымен, содан кейін таспақаны толығымен жойып жіберетін мұз айдынымен ұрып үлгереді. Таспақа партияға тағы бір жеңіс әкеледі. Осы тамаша ойналған жекпе-жектен кейін олар далада серуендеуге шықты. Ал Орхун бұл жекпе-жек оған көптен бері оңайлықпен берілмегенін айтты. Өйткені олар төбелескен сайын оған одан да көп жұмыс істеу керек болады. Сельма тоқтап, Орхуннан олардың барлығы команда ретінде 92 нөмірімен бет келуге шынымен дайын деп ойлайтынын сұрайды. Орхун олардың бұл қабатқа дайын екендіктеріне сенетіндіктерін айтады және олардың бәрі қара айдаһарды онсыз да жеңе алады деп сенетіндіктерін айтады. Егер олар өздерін ұстайтын болса, Сельма, алайда жақында оқу-жаттығу экспедициясы кезінде қара айдаһарды шайқаста
өз көзімен көрді және айдаһардың керемет күшті екенін біледі және ол шайқаста басқа біреуді жоғалтқысы келмейді. Күн бата бастағанда, олар миссиясын аяқтап, 9 зиянкестің терісін жинайды. Қойдың терісі миссияны толығымен сәтті деп санау үшін жеткілікті. Содан кейін Орхун Сельмадан шытырман оқиғаларды басқару кеңсесін қайдан табуға болатынын, олар оны қалай атағанын айта алатынын сұрайды. Ал Сельма оған уайымдамауын айтады. Өйткені ол онымен бірге жүреді. Өйткені ол туралы хабарлау керек. Миссия бұл да сәттілік. Орхан оған алғысын білдіреді және сол күні кешке олардың барлығы папқа тойлауға барады. Онда олар керемет тамақ ішіп, өткен күнді талқылайды. 1-2 кеседен кейін Сельма мас болып, Орханмен сырласа бастайды. Егер ол осылай жалғаса берсе, өзін ұстай алмайтынын түсінеді. Ол ештеңе істей алмай тұрып, қасына Рейн келіп, оған өте жақын болған кезде оның қолын құшақтай бастайды. Уилл не болып жатқанын қызығушылықпен бақылайды. Орханға қолдау көрсетеді. Өзін керемет ойыншы деп санайды. Бірақ Орхан бұдан былай шыдай алмайды. Және ораза ұстағаннан кейін ақыл ойдың анықтығы пайда болған кезде ол өзінің ұйқы сиқырын екі қызды да терең ұйқыға батыру үшін пайдаланады. Біраз уақыттан кейін София бөлмесінде салқындап, әпкесінің келуін күтіп тұрғанда, ол есіктің қағылғанын естіді. Ол әпкесін көремін деп күткен еді. Бірақ Орханның есікті ашуын өтінгенін естіді. Алғашында ол киінбедім деп есікті ашуға қорықты. Дұрыс киініңіз. Бірақ Орхан Сельмамен біргемін. Оны кіргізу керек деп отыр. София есікті ашуға бел буады. Бірақ Сельманың сөзбе-сөз Орханның арқасына отырғанын байқайды. Бұл ол үйреніп қалған әдеттегі ұятты серуеннен де жаман көрінеді. София әпкесінің көшеге арналғанын түсініп, одан Орханнан арылуын сұрайды. Орхан дәл қазір оралды. Ол сондай ақ екеуінің де көңілді болғанын түсінеді. Өйткені Орхан келгенде күліп тұрған. Ол өзін шеттетілген және қарама қайшы сезіне бастайды. Өйткені оның Орханға деген сезімі бар екені анық. Кейінірек Сельмаға Орханға ыңғайсыздық тудырған болуы мүмкін екенін айтады. Сельма кешірім сұрап, жуынатын бөлмеге душ қабылдауға барады. Ыстық душ қабылдаңыз. Оның барысында ол Софияның Орханға қалай қарайтыны туралы ойлайды және Орханның оның алғашқы махаббаты екенін жақсы біледі. Және ол мұны оғаш ететін ештеңе істемеу керек. Бірақ сонымен бірге ол Орханға айтқанының бәрін ойлайды. Тіпті оны әдемі деп атағанын түсінеді. Ол өзінің сезіміне күмәндана бастағанда терең депрессияға түсе бастайды. Орханға деген сезімі, ол оны тек адам ретінде ұната ма, әлде оған авантюрист ретінде қарайма деп ойлады. Әлде бұл жерде оның әпкесімен қарым-қатынасын одан әрі нашарлататын тереңірек сезімдер бар ма? Келесі күні таңертең Сельма Орханмен бірге басшылықтың қабылдауына барады. Онда олар Стелланың оларды күтіп тұрғанын көреді. Оның жұмыс үстелі менің жеке өмірімнен де лас болып көрінеді. Бірақ ол да мен сияқты онша мән бермейтін сияқты және жұмыс күнін жалғастырып жатқан сияқты. Ол Орханды Карламен таныстырады. Ол өте қызық әйел. Олардың руына қосылатын жаңа авантюристерді іздейді. Карла Орханды жылы қарсы алады және ол 10 топқа қамқорлық жасайтынын және олардың жаттығуларын өз мойнына алатынын айтады. Қазірден бастап. Содан кейін ол одан олардың файлдарын қарап шықтыңыз ба деп сұрайды. Ал Орхан олармен бұрыннан таныс екенін, бірақ файлдарды мұқият тексергенін. Содан кейін ғана ол оларды жеке жаттықтыру туралы шешім қабылдағанын айтады. Карла жеңілдеп қалғандай болды және оған сайтты басқарғаны үшін алғыс айтты. Ал тіпті Стелла қазіргі уақытта оларды тек Орхан ғана басқара алады деп мәлімдейді. Орхан жымиып, содан кейін бұл жерде жаттығу саясаты қандай екенін және оны қаншалықты қиын орындай алатынын сұрайды. Стелла ешкімді қалай жаттықтыруға болатыны туралы ешқандай саясат жоқ. Сондықтан ол ойланбастан қалағанын істей алады деп жауап береді. Ол оған жай ғана оларға өз тәжірибесінен білетінінің бәрін үйретуді және оларды сыртқы әлемге өз бетінше шығуға жеткілікті түрде үйретуді айтады. Олар оңай зардап шекпейтін әлем. Орхан әлі де біраз абдырап қалды. Ал Сельма оны жақсырақ түсініп, Орханның еш нәрсеге ұмтылмай, алға қойған мақсаты болса, жақсы болар еді деп сендірді. Стелла біраз ойланады. Содан кейін Орхан оларды тыңдаушылар орта деңгейге жететіндей етіп оқытуы керек деп жауап береді. Алдағы 6 айда жыныстар өздігінен пайда болады. Орхан жаңадан келгендерден үлкен үміт күтетінін айтады. Бірақ Стелла олар тек тәртіп бұзушылар ғана емес, сонымен қатар олардың ішіндегі ең таланттысы болу керек деп жауап береді. Сондықтан алдағы жылдары олардан көп нәрсе күтіңіз. Оның үстіне олар барған оқу-жаттығу экспедициясынан кейін айтарлықтай өсім көрсетті. Орхун келіседі және қолынан келгеннің бәрін жасайтынын айтады және осы сөздермен Сельма екеуі жұмысына қайта оралу үшін бөлмеден шығып кетеді. Дәлізде Сельма кенеттен тоқтап, егер Орхун барлық файлдарды оқыған болса, онда ол София туралы және өзі туралы бәрін білетінін айтады. Орхун басын иземей тұрып, сәл ұялып, көзін төмен түсіреді. Софияны қызметшінің қызы. Ол да әкесінің қожайыны болған деп мәлімдегенде, Сельманың көзіне мұңның көлеңкесі түседі. Бәрі жақсы болар еді. Бірақ Софияның анасы ол туылғаннан кейін 2 жылдан кейін қайтыс болды. Сельманың отбасы оны өз үйіне алып кеткені анық, бірақ ол төмен текті қожайынның некесіз баласы болғандықтан оның өмірінде ешқашан нақты орны болмаған. Отбасында оған әрқашан бөтен адамдай қарайтын. Сельма авантюрист болу үшін үйден кеткенде, оған бұл одан да қиын болды. Ол бірінші қайтып келгенде, Софияның бос көздерімен оның мұңды жүзін көрді. Бұл екі ересек адамның ақымақ шешімдер қабылдауына себеп болды.
ал бала оның салдары үшін жауап беруге мәжбүр болды. Сельма мұны көре алмай, келесі жолы үйден шыққанда Софияны өзімен бірге алып кетті. Сол күннен бастап Софияға әрқашан Сельманың нағыз әпкесі сияқты қарайтын. Ол Орханға қарап, Софияның бұл дүниеде жақсы көретін жалғыз нәрсесі екенін және оны қандай жағдай болмасын, табысты авантюрист ретінде көргісі келетінін айтады. Орхан оған қамқорлық жасауға уәде береді және ақырында жаттығу залына кірер алдында Сельмамен қоштасады. Онда ол 10 топтағы 3 оқушысында асыға күтіп тұрғанын көреді. Олар оны бірден сәлемдесіп, қоршап алады. Бірақ Орхан оларды тыныштандырып үлгереді. Содан кейін олардың алдына отырады және бұдан былай оларды жаттықтыру міндеті жүктелгенін айтады. Үшеуі де өте бақытты болып көрінеді. Керал өзінің өте күшті екенін және қолынан келгеннің бәрін істей алатынын айтады. Оған Орхан әлі де көп нәрсені үйрену керек деп жауап береді. Бірақ София оның сөзін бөліп, Кералдың дұрыс айтқанын алға тартты. Өйткені ол қара айдаһарды жалғыз өзі оңай жеңді. Орхан күлімсіреп, сол кездесу туралы және осы құбыжықпен шайқаста жеңілуге қаншалықты жақын болғаны туралы ойлайды. Бірақ ол бұл ойлардан арылып, оларға алғыс айтуды шешеді. Олар бір күні қара айдаһармен күресуге тура келетінін айтпас бұрын, сол күн келгенше жақсы жаттығулар жасау керек. Ол олардың әрқайсысының ашылуын күтіп тұрған үлкен әлеуеті бар екенін айтып, жігерлендіретін сөз сөйлейді. Және бір күні олар мүмкін болатынына сенеді. Бәрін түсіндіре алады. Барлық зындандар өз алдына бұл балаларды оларды шәкірт етіп алғаны үшін алғыс айтқан кезде қуантады. Орхан күлімсіреп, олардың әрқашан кейбір нәрселерді есте сақтағанын қалайтынын айтудан бастайды. Біріншіден, олар әрқашан ақыл ойларын ашық ұстауы керек және икемді болуы керек. Тіпті бірдеңе дұрыс болмаса да, олар мұны істеудің жолын таба алады. Бұл мәселені шешіңіз. Ол оларға айтатын екінші нәрсе. Олар өз бетінше ойлануы керек. Өйткені ол оларға айтқысы келгеннің бәрі мінсіз бола бермейді. Өйткені ол өзі білмейтін көп нәрсе бар. Ол көп нәрсені өзі араластырғанын айтады және ол олардың мұғалімі болғандықтан, бұл оның автоматты түрде дұрыс екенін білдірмейді. Бұл туралы айтпағанда, ол олардан авантюрист болуға шешім қабылдаған себептері туралы сұрайды. Ол Софиядан бастайды. Ол бастапқыда сәл абдырап қалған көрінеді. Бірақ содан кейін ол өзінің үлкен әпкесі Сельма сияқты болғысы келетінін және ешкімнен қорықпай өз бетінше шешім қабылдай алатын керемет авантюрист болғысы келетінін айтады. Орхан бір күні оның арманын орындауға көмектесуге уәде береді. Содан кейін Логанға бұрылып, оның мақсаттары туралы сұрайды. Логан мұның бәрін ақша үшін істеп жатырмын деп шынайы жауап береді. Басқа қыздар шошып кетті, бірақ Орхан оған жалғастыруды бұйырды және ол өзінің өте кедей ауылдан шыққанын айтады. Мұнда күнделікті азық-түлік алудың өзі ауыр жұмыс. Мұнда адамдар күн сайын күресуге мәжбүр болады. Олар өздерінің өмір сүруі үшін күреседі. Оның айтуынша, ауыл кедей болса да, олар бар ақшаларын жинап, таланттары босқа кетпес үшін оны қалаға жіберген. Оның айтуынша, дәл осы себепті ол авантюрист болғысы келеді. Сондықтан бір күні ол оларға бәрін қайтара алады. Ол өзін қазірдің өзінде өте күшті авантюрист деп ойлағанын айтады. Бірақ ол қара айдаһарды және жоғары деңгейдегі авантюристің шынайы күшін көргенде, ол мұндай болу үшін әлі көп жол бар екенін түсінді. Сен мықты авантюристсің. Орхан оған қолынан келгеннің бәрін үйретуге уәде береді. Бірақ ол өз ауылының берекесін 10 есе қайтара алатынына сенімді болу үшін бар күш-жігерін салу керек екенін айтады. Осы сөздермен ол Кералға бұрылып, оның уәжін сұрайды. Бірақ ол жай ғана оның мотивациясы жоқ екенін айтады. Және ол жай ғана төбелесіп жатыр. Өйткені ол құбыжықтарды өлтіре алады және бұл адамдарды қуантады және айналасындағылардың жүздеріндегі күлкілерді көргенді ұнатады. Орхан өзінің қараңғылығының шынымен терең екенін түсінеді. Өйткені ол ешқандай эмоцияны көрсетпеуге тырысады. Бірақ оның ішіндегі қайғы мен ашуды жасыру мүмкін емес. Ол мұны күлімсіреп жасыруға тырысады. Өйткені құбыжықтар қасында болған кезде адамдар күлуді тоқтатады. Сондықтан ол оларды өлтіреді. Орхан оған қысым жасамауға шешім қабылдады және олардың тірі кезінде неліктен авантюрист болуды таңдағанын есте сақтауын қалайтынын айтып, тақырыптан алыстап кетті. Жаттығу. София Орханнан неліктен авантюрист болғанын сұрайды. Ал Орхан бала кезінде басынан өткерген барлық жайттарды ойлайды және ол мүмкіндігінше күшті болғысы келетінін, қандай жағдай болмасын, одан қымбат нәрсесін ешқашан тартып алмайтынын айтады. Ол оларға баладай қарамаймын деп уәде беріп, барын беруін өтінеді. Келесі күні таңертең олар жаттығуларын төменгі деңгейдегі зындандарға түсуден бастайды. Сонда олар көп ұзамай қасқыр құбыжықтар тобына тап болады. Софи әдеттегідей ішке кіріп, келесі топқа өтіп, оларды бір-бірлеп өлтірмес бұрын бірден екеуін пышақтармен өлтіреді. Орхан Кералды жаман жаңалық деп санайды. Өйткені ол қорғаушы. Оның міндеті барлық назарды шабуылшыдан алшақтату және оған назар аудару. Қорғанысқа назар аударыңыз. Бірақ ол әрқашан фронталды шабуылға асығады және өзі шабуылдаушы сияқты қолынан келетін барлық құбыжықтарды өлтіруге тырысады. Ол ойлағандай, ол абайсыз энергиямен күресіп, арттан шабуыл жасау үшін өзін ашық қалдырады. Бірақ Орхан бұған дайын болды және секіріп, соққы бермес бұрын қасқырды тоқтату үшін қалқандардан қабырға жасады. Ол басын таза түрде кесіп тастады. Ол Кералға бұрылып,
неге оның артынан мүлдем қорғансыз қалғанын сұрады. Бірақ Керал жай ғана күлімсіреп, бұл оған маңызды емес екенін айтты. Бұл Орханды шатастырады. Бірақ Керал жай ғана пышағын көтеріп, білегін кесіп тастады. Бұл Орханды есеңгіретеді. Өйткені жарадан қан кете бастайды. Ол қан кетуді тоқтатуға асығады. Бірақ оны таң қалдырғаны, жара өздігінен жазылып, қан тоқтайды. Орхон бұрын соңды мұндай нәрсені көрген емес, ал Керал оны өлтіруге болмайтынын айтады. Өйткені оның денесі бірден қалпына келеді, және ол ауырсынуға әбден үйренген, сондықтан ол қорғанысқа көп көңіл бөлмейді. Орхон өзінің өткені туралы, оны зұлым шіркеу ұйымы қалай басып алғаны туралы ойлайды. Ол оны үйінен алып шығып, қалпына келтіру қабілетінің арқасында оған әртүрлі эксперименттер жүргізді. Шіркеудің бір ғана мақсаты бар: зұлымдық иесін қайта тірілту, және дәл қазір ол континенттегі ең үлкен қылмыс синдикатына айналды. Керал 2 жыл бұрын құтқарылды, бірақ Альберт кіретін түнгі аспанның күміс қояндарының бірінші бөлімшесі қайтыс болды. Ол кезде ол өте теңгерімсіз еді, бірақ бірте-бірте өзін жақсы сезініп, өз еркімен авантюрист болуды шешті. Алайда Альберттің өлімі оған қатты әсер етті, бірақ ол кезде ол ешқашан ешқандай сезім білдірмеді. Орхан оған қолын созуға тырысады, және ол ренжіген сайын, ол және бүкіл команда мазасызданып, күлкілері жоғалып кететінін айтады. Бұл оны әбден нокаутқа түсіреді. Ол қанжарларын тастап, енді ешқашан мұндай әрекетке бармауға уәде беріп, жылай бастайды. Орхан оған қолын созуға тырысады, бірақ ол оны ұрмауын өтініп, оны тартып алады. Бұл Орханға қатты әсер етеді. Өйткені ол осы қыздың басынан кешкен жарақатын түсініп, оны бірден қатты құшақтап, абдырап қалады. Ол тірі кезінде оны енді ешкім ешқашан ренжітпейтініне уәде береді, және оған ештеңеге алаңдамау керектігін айтады. Келесі күні таңертең Орхан Кералға шабуылдан қалай құтылуға болатынын үйреткен кезде нағыз жаттығу басталады. Логан топтың жан-жақты мүшесі болу үшін найзаны қолына алған кезде, оларға оны ұруға рұқсат берудің орнына Софиге 500-ден кері санау тапсырмасы беріледі. Ол барлық нысандарды жебелермен, 3 түрлі заклинаниямен ұрады. Келесі бірнеше күнде дәл осындай жаттығу үлгісі қайталанады. Бірақ қазір Лаганды Уилл жаттықтырады. Өйткені ол Орханға қарағанда найзасын жақсы ұстайды. Ол Керал мен Софияға назар аударады. Олар күн сайын жақсарып келеді. Орхан ақыры олардың негізгі дайындықтарына риза болып, олардың барлығы негізгі дайындықтан өткенін, және бұрынғыдан да қиын болатын келесі деңгейге өтуге дайын екенін хабарлайды. Бірақ ол олардан үлкен үміт күтеді. Балалар тойлап жатыр. Ал Рейн жаттығу залына кіріп, Орхунға темір ұстасымен кездесуге бару керектігін айтады. Өйткені оның қылышы дайын. Толқып тұрған Орхун темір ұстасына қарай бет алады. Ол оған жылтыр қылышын береді. Ол қылышты қолына алған сәтте, ол үшін арнайы жасалған сияқты. Мінсіз бұрыш, мінсіз салмақ және тамаша сезім. Ол өзіне осы қылышпен серіктерінің ешқайсысы енді ешқашан жарақат алмайтынына көз жеткіземін деп уәде береді. Оны бұрышта не күтіп тұрғанын білмей. Бірақ бұл бейне осымен аяқталады. Лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Көргеніңізге рахмет, келесі кездескенше.